яғни мен балама бір сиқыр істеген сияқты что-то әйеліне көп Дубайға апарып кетеді. Әйелдер көбірек ұшырай ма дуалауға, әлде ерлер көбірек ұшырай ма? Страшный жағдайың дейді. Мына сиқыр шығарып тастадық, в общем, мені күшті болып кетесің. Оқытатын болса, неге онда Брэд Питті оқытып алмайды ол? Неге Burakovичті оқытып алмайды мысалы да? Ауылдағы Балтабайға жабысып алды да, мысалы, сенің күйеуің соншама красавчик па не деймін да, сонша күйеуің келіп ұрады дейді. Жостардың көзінше арақ ішеді да, бергелейді, кесе закуска, пошла давай деп қайтадан тамақ дайындайды. Үстіне мінеді, қамшымен ұрады. Күйеуімнен әдемі бір жігіттерді көрсем, ойым кетіп қала береді, өйткені күйеуім қандырмайды. Үфит деп оқып беріп, сізге ішіп, сен енді қазір Айгүлді емес, Маринаны жақсы көресің. Сказка ол, миф әңгіме бұл. Бұл мастурбация жасап жатамын, өйткені күйеуім өте әлсіз, өте яғни 0 дейді. Шынымен де шығаратындар бар ма, әлде барлығы шоуға айналдырып жүр ма? Менің жасым 983-те деп жаңағындай нешеті дауыстарын өзгертеді. Ол жынның өзі шоки болып отыруы мүмкін да. Что за дела деп. Шоу көрсетіп жатқандардың саны өте көп. Демек сіз шоу деп есептейсіз? Мен оны шоу деп есептеймін. Әулие боп талай жердің дәмін таттым. Актері без Оскара деп айтамын. Осындайлардың кесірінен жесткий ақша тауып жатыр. Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Бүгін бізде кезекті сұхбат және сұхбатымыздың құрметті қонағы Естемес Абдуллах Мехметұлы, психолог, коуч, теолог және хаджам, яғни қазіргі қарапайым халықтың тілімен айтқанда хижама жасаушы. Әбеке, қош келдіңіз. Қош көрдік. Сізге жалпы сіз деген ыңғайлы ма, әлде сен деген ыңғайлы ма? Сізге қалай ыңғайлы, сөйтіп нете беріңіз. Жақсы. Енді әрбір адам құрметті ғой. Сіз деп бастаған дұрыс шығар. Енді Әбеке, сұхбатқа келісіп, бүгінгі шаруаңызды артқа тастап, кейінге сырып кезіскеніңізге көп рахмет. Енді өзіңіз айтып қалдыңыз, бұл уақытта мен дене шынықтырумен тренировкам бар еді деп артқа тастап келіп отырсыз. Өте ризамын, қуаныштымын. Уақытыңызды бөліп отыр. Өйткені уақыт адамның ең қымбат дүниесі ғой. Сондықтан өте қуанып отырмын. Келгеніңізге рахмет. Енді алғашқы сауалым мынандай да, қызығы. Сіздің жаңағы жалпы өмір баяныңызды, жалпы парақшаңызды, осы уақытқа дейін істеген қызметіңізді былай зерттеп, зерделеп қарасам, бір ғана емес, бірнеше өнерді, кәсіпті меңгерген азамат екенсіз. Енді қазақта айтады ғой, жігітке жеті өнерде аз деп. Мен өте қуандым бір шетінен. Жасыңыз енді бір егдегі жасқа келмеген, бір сондай бір үлкен жастағы азамат деп те ойламаймын. Сондықтан осынша уақыттың арасында осы кәсіптерді, өнерді игеруіңізге не түрткі болды, және осы психолог, коуч, теолог, хаджам деген мамандықтардың ішіндегі сіз қайсысын ресми түрде оқыдыңыз, және қайсысын бұл өмірде, тәжірибе жүзінде өзіңізге сабақ ретінде алып үйрендіңіз, және осы аталған мамандықтардың, кәсіптердің ішінде жаныңызға қайсысы жақын? Яғни өзіңізді осы бір мамандықтармен бірінші таныстырып бастасаңыз. Жақсы, Алла разы болсын. Бүгінгі негізі сенбі күні менің аяқты жаттықтыратын күнім. Былайша айтқан кезде ең ұнатпайтын күндерім. Өйткені аяқ жаттықтыру ол ауыр тренировка да. Сол себепті оны тастағаныма өте қатты өкініп тұрған жоқпын. Алла разы болсын, шақырғандарыңыз Алла берекесін берсін. Жалпы бұл подкаст басқаларға үлгі, пайдалы болса екен деп үміттенемін. Ал енді мен мамандықтарыма келетін болсақ, мен сол мектеп кезінде хижамаға қатты қызыққан болатынмын. Өйткені мен хронический паратензилярный абсцесспен ауырғанмын, яғни ангинамен өте жиі ауыратынмын мен. Сөйтіп, одан соң күреске қатысып жүрген кезінде грек-рим күресіне қатыстым. Лишай шыққан денеме 9 жыл, қазақша темір етік деп айтады. Коверді жумағаннан шығатын грибковый аурулардың түрі. 9 жыл сол лишай мазамды алған менің. Сөйтіп, 10-шы класстан бастап мен хижама жасатып жүріп, Аллаға шүкір, сол лишай толығымен кеткен болатын. Одан соң ангина, мысалы мен бір жылына 4 рет жататын больницада. Жатқан кезде менің өзі анам дәрігер, ол КРМО-да, Асфендиярда сабақ берген кісі, өзінің қаншама профессор дәрігерлердің бәрін қосқан болатын. Неше түрлі адам танымайтын қымбат антибиотиктер салған болатын. Бірақ Алла куә, ешқайсы әсер еткен жоқ. 10-11-ші күндері әйтеуір менің мына гландым өзі жарылатын. Сөйтіп мен Аллаға шүкір бір жақсы болып қалатын. Бірақ бәрін ешқайсы көмектеспеген болатын. Сөйтіп хижамаға бардым. Қалай хижама алдым мен? Содан меніңкі толықтай айықтым, яғни. Содан бастап мен өзі хижамаға қатты қызыға бастадым.
Сөйтіп жүріп 11 класста оқып жүрген кезде Алладан тілей бастадым. Я Аллах тағала осы мамандықты үйрену нәсіп етші. Оны зерттедім. Ол пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламның заманындағы қолданған ем екен. Одан бөлік миғраж сапарында пайғамбарымызға қаншама періштелердің айтқан үлгісі екен. Ей Мұхаммад, өз үмметіңе бұйыр, олар хижаманы сетсін деген. Жалпы адамзаттың өміріндегі ең маңызды емдердің түрі екеніне көзім жетті. Одан бөлік пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқан сөзі бар екен. Сендердің емделетіндерінің ішіндегі ең озығы ол хижама және қис деген хадисін оқып, сөйтіп қызығушылығым қатты арта бастады. Сөйтіп не істедім мен? Дұға қылып жүрген кезде анам бір қызбен таныстырады. Ол неде оқиды? Мысырда, исламтану факультетінде. Сөйтіп мен истихара оқимын ғой. Я Аллах тағала, маған мына хижаманы нәсіп ет. Мен Қазақстанда аралап жүрген бүкіл адамдарға пайдамды тигізген мықты хаджам болайын. Хайырлы болса нәсіп ет, хайырсыз болса басқа мамандықты бер маған деп. Және де мына қызды нәсіп ет дедім. Хайыр болса нәсіп ет, хайыр болмаса алыстат дедім. Аллах тағала екі дұғамды да қабыл еткен екен. Хижамаға Аллаға шүкір айналысып, қазіргі таңда Қазақстанның бүкіл жерін аралап қаншама адамдарға пайдам тигізіп жүрмін. Екінші, ана қыз хайырсыз болғаннан кейін басқа қызға үйлендім да. Сөйтіп жүріп хижаманы зерттеп жүріп, жалпы не үшін хижамадан бастап жатырмын? Қазіргі таңда жаңа сұрадыңыз ғой, жаныңызға жақыны қайсысы деп. Ол хижама мен үшін ең жақыны. Өйткені мен хижама істеген кезде ана адамның емделгеннен қатты ләззат аламын. Егер адам Аллаға шүкір жақсы болып қалдым десе, ол мен үшін өте қатты бір энергия болады да. Мен содан өзім жалпақтырмай айтқан кезде кайф аламын ғой, адам кайф алса. Сөйтіп хижаманы зерттеп жүрген кезде мен осы жын мәселесіне, жалпы исламды тереңірек зерттеуіме осы хижама себеп болды. Өйткені хижама істеп жүрген кезде неше түрлі құрастырылған, неше түрлі адамдардың ана жақтан хадистан бір ұрлап, мына жақта бір аяттарды бұрмалап жіберіп, түйіндеп жасаған нелері бар, идеологиялары бар. Солардың зерттеп жүрген кезде осы исламға деген сауатымды ашты ғой жалпы хижама. Сөйтіп мен Нұр-Мубаракқа түстім. Жалпы менің бірінші мамандығым негізі хижаманы оқып жүрген кезде параллельно мен политех бітірген болады. Менің негізгі мамандығым вообще инженер-строитель. Одан соң екінші высший менде Нұр-Мубаракта теолог мамандығы. Сосын тағы да психология курстарын оқыдым, жаңа коуч мәселесі, яғни адамдармен жұмыс жасау. Соны оқып, жалпы түпкі негіз осы хижама негіз не болды ғой, себеп болды ғой, бәрін зерттеуге. Енді Әбеке қарап отырсам, сұрақтардың жауабынан байқағаным, сіз мына айтып отқан мамандықтарыңыздың барлығының астарында бір дін жатқан сияқты. Сіз осы мамандықтарды меңгермес бұрын дін ұстанушы ма едіңіз, әлде кейінірек дінге келіп едіңіз? Жалпы 5 уақыт намаз болсын, жаңағы діни рәсімдерге осы мамандықтардан алдын келдіңіз ба, әлде кейінірек келдіңіз ба? Мен негізі жалпы нағашы жұртым, және де әкем өзі қазақ емес, ол кісі, ол түрік күрд аралас, бұл жақтық емес. Кезінде бір себептер болып кетіп қалған болатын. Өзім әкесіз өстім, нағашыларым қолында өстім. Екі жақта діндегі кісілер, екі жақта Алланың заңына бағынған кісілер, бір жаратушы тәңіріміз бар, Раббымыз бар деп мойын ұсынатын кісілер. Сол себепті менің нағашы жұртым өзі 7 жасынан бастап намаз үйреткен болатын. Яғни мен тіпті әлі есімде нағашы ағам бар, ұрып соғып араб тілін маған 1 сағатта үйреткен болатын. Мешітте, алғада оқыған болатын мешітте. Анамды өте сирек көретін, өйткені ол кісі оқып жүрген болатын. Және сабақ беретін арабия жұмыста. Сол кездерде айтатын, анаңды көргің келе ме, Абдуллах? Иә, көргім келеді. Онда міне саған мұғалім сәни, жаңа бірінші беттегі алфавитті қазір келеді 1 сағатта Алматыдан. Алғаған арасы жап-жақын ғой. Ол кезде жол жаман болатын, бірақ соның өзінде ұзақтау жүретін. Жаттап үлгерсең, онда бітті. Қазір маман көресің. Үлгермесең, онда аяқ жейсің деп. Сол кездерде яғни үйреткен болатын. Жалпы мен хижама саласына келмей тұрып та діннен кішігірім хабарым болған. Одан соң біз мектепте оқып жүрген кезде Сарыағашта 2005-2006-ларда 2 апта 1 айлық медресе болатын жалпы. Құран жаттау үшін баратынбыз. Сол жақта да оқыдым. Одан соң мынау Үшқоңырда оқыдым. Астанада Қосшы медресесінде оқыдым. Жалпы енді 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні хижамаға дейінде кішігірім діни сауатым болған. Одан кейін оқып, Нұр-Мубаракта жетілдіріп, арнайы мамандық алып шықтыңыз, Иә, дәл солай. Рахмет. Енді мына жақта мамандықтарды былай қарап мен оқып отырсам, екіге бөлуге болады екен. Біреу рухани мамандық болса, біреу дүнияви мамандықтар екен. Енді бірінші рухани мамандығыңыз маған көбірек қызық, және сол жөнінде сұрақтар қойсам. Бірінші мына қазір
психология мамандығы қазіргі қоғамда актуалды бір өзекті мамандықтардың бірі ғой. Оның ішінде де сізді зерттеп қарасам, психологияның ішіндегі отбасылық қарым-қатынас, отбасылық мәселелерге басымдық береді екенсіз. Көбінесе жаңа ер мен әйелдің қатынасы туралы ақыл кеңестер жиі айтады екенсіз. Осыған байланысты енді сұрағым, сіз осы отбасылық мәселелерде ер мен әйелдің рөлін қалай бағалайсыз? Қазіргі қоғамда біздің ерлердің рөлі жоғары ма, әлде әйелдердің рөлдері жоғарылап келе жатыр ма, әлде қайсысыныкі төмен? Жалпы сізге мына парақшаңызда болсын, өмірде болсын, сізден осы отбасы жөнінде көбінесе ерлер сізге байланысқа шығып ақыл кеңес сұрай ма, әлде көбінесе әйелдер ме? Жалпы енді мен психологиялық терапия жүргізгелі бері сараптама жасайтын болсам, әйелдер де еркектер де шығады. Көбінесе әйелдер шығады. Өйткені әйелдердің құқығы көп жерде тапталып жатады. Өйткені дұрыс емес идеология бізде қалыптасып қалған негізі. Ол фундаментальный тәрбие кезінен бастап, кішкентай кезінен бастап қыздардың орны сол пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам заманындағы замандарға ұқсас болып келеді. Яғни әйел адамды төмен есептейді көп жағдайда. Мәселен, еркек басшы, әйел болса жаңағы құл сияқты көреді. Бұл понятие, яғни бұл түсінік қай кезден пайда болды? Бұрыннан кішкентай кезден қалыптасқан болуы мүмкін. Мысал ретінде ерлі зайыпты әке-шешесі ұрысып жатса, қыз бала оны көрсе, анасын шыдап жүрген, жылап жүрген, яғни бір-бірінің алдындағы шекарасы болмаса, бір-бірінің жаңағы ақысын білмесе, бір-бірінің орнын білмесе, оны көрген қыз бұл қалыпты жағдайда өсуі мүмкін. Ертең ол да тұрмысқа шыққаннан кейін, мысалы біздің қазақтарда сөз бар ғой айтылатын, барған жеріңе тастай батып судай сің дейді мысалы. Ол мақалды кім қалай түсінеді деген мәселе ғой бұл жерде. Тастай бату үшін бататын жер қандай болу керек? Жұмсақ болу керек, дұрыс па? Жайлы болу керек. Иә. Сол себепті оны жіберген жерде қызға жақсы қарайтын болса, онда қыздың өзінің де жаңағындай алған тәрбиесінің бәрі. Яғни еркектің міндеті бұл жерде Құрандағы біздің жаңағы сүйенетін сөзіміз, еркекті басшы қылды ма Аллах тағала? Демек, еркек ол басшы, аяғыма массаж жаса, маған плов, манты дайындап қой, қазір барам деген басшы емес ол. Ол толығымен әйелінің жауапкершілігін мойнына алған басшы. Яғни ол бағдар көрсетуші, жол көрсетуші. Сол салада ол басшы. Яғни әйелдің бұл жерде орны бар. Әйелдің бойындағы тыныштық қасиетін оятатын, тыныштығын сыйлай алатындай, одан соң мысалы, бұл ұлы сөздің ұяты жоқ, төсек мәселесінде де оның тигрица болатындай качествосының бәрін оятатын ол еркек. Ал сол қазіргі таңда проблеманың бәрі сол фундаментальный тәрбиеден боланы ғой. Яғни үйдегі әке-шешесінің дұрыс идеология санасына қалыптастырмағаннан болады. Қыз баланың орнын немесе ұлдың орнын деген сияқты. Қыз балаға көп жағдайда дұрыс внимание бөлінбей жатады. Ол қыз әке-шешесінің ұрысын, жаңағындай әкесінің қол көтергенін көргеннен кейін ол қалыпты жағдай дейді. Одан соң өзіне спасатель іздей бастайды уже. Өсе бастағаннан кейін. Ол 18-20-ға келген кезде біреу сәл-сәл құлақтан тебетін болса, бір-екі гүл беріп, бір-екі киноға апарып, ұлы сөздің ұяты жоқ, етегін ашуға да дайын тұратын қыздар болады. Неге? Өйткені үйдегі тәрбие сондай. Сол себепті біз терапия өткен кезде әйел және еркектерге айтатынымыз ең бірінші өздеріңіз дұрыстау. Сен өзіңді дұрыстайтын болсаң, өзіңді бірінші жақсы көретін болсаң, өзіңнің өмірлік принциптарыңның бәрін бекітетін болсаң, сен қасыңдағы адамдарға әсер етуің мүмкін. Мысалы, әйелдер келеді, ойбай мен күйеуім андай-мындай. Біз айтамыз, сен күйеуіңді өзгерте алмайсың. Өйткені Аллах тағала Құранда айтады, сендер өздерің өзгертпейінше, мен сендер өзгертпеймін дейді. Демек, сіз өзгерте алмайсыз, бірақ сіз өзіңіздің өмірлік принциптарыңызды бекіту арқылы, яғни өзіңізді өзгерту арқылы әлгі күйеуіңізге оның өзгеруіне себеп бола аласыз. Дәл солай еркектерге де қатысты. Еркектер де келеді, ойбай, әйелім тыңдамайды, бүйтпей сөйтпейді. Сосын мен айтамын, мойындаш, сыртта басқа қыздарға қарайтын әдетің бар ма десем, енді ол по-любому болады ғой дейді. Мен айтамын, неге соларға сыйлаған сыйлығыңды, соларға берген вниманияңды өз әйеліңе бермеске? Ой, ол деген осындай болып кеткен, үйде там ештеңке істемейді, үйдің бәрі бұғып жатады. Мен айтамын, оны сондай жағдайға жеткізген кім? Қыз кезінде бәрі жақсы, жаман қатын қайдан шығады демекші. Бәлкім оның бойындағы негативный качествосын бәрін оятқан сен шығарсың. То есть таяқтың екі ұшы болады бәрібір. Сол себепті ошибканы өзіне іздеген адам түбі нәтижеге де, дұрыс нәтижеге оңай жетеді деп ойлаймын. Сөйтіп біз жұмыс жасау арқылы сараптай келе әйелдер бізге көп сұхбатқа шығады. Көп жаңағындай жалып жасайды. Ақыл кеңес сұрайды. Ақыл кеңес сұрайды.
Олардың сұрайтын мәселесі осы. Бірінші жаңағындай күйеуім абьюзер дейді, жалпы күн көрсетпейді, ұрады, тебеді, ішеді. Түбі айналып келіп жаңағы менің жақсы көретін мамандығымның бірі жын мәселесін сілтеп жібереді. Не үшін бізге келеді? Біріншіден көбісі менен Құранмен емдейтін емші ретінде таниды ғой, біріншіден. Екіншіден қазіргі Инстаграмда сондай дүниелер салып жүргеннен кейін отбасылық жағдайға қатысты. Олар ойлайды, біздің отбасымызда біреу дұғалап алған шығар, жаңағындай әйелдер ойлайды, мен күйеуім жақсы көрем, ол да мені жақсы көреді. Просто анау екінші әйелі оның немесе тағы да посторонний үшінші әйелі дұғалап алды, сол дуалау арқасында біздің отбасымыз бұзылып жатыр деп сілтейді. Яғни өздеріне оправдание іздегісі келеді. Өмірдегі болып жатқан кикілжің дүниенің бәріне біреу кінәлі болу керек. Яғни жауапкершілікті біреуге сілтей салу. Әрқайсысы өзімен жұмыс жасау деген мәселені мүлдем қолға алмайды. Сөйтіп біз әрқайсымен 4, 5, 6 терапия өту арқылы осы мәселенің бәрін түбегейлі зерттеп шығып, оңды нәтижені көрсетеміз соңында. Түсінікті. Енді Әбеке, сөзіңізден бір нәрсе оқып отырмын да, қазақта бір жақсы сөз бар ғой. Тәрбиеленбейтін бала жоқ, тәрбиелей алмайтын әке болмай тұр ғой, былайша айтқан кезде. Сол секілді қарап тұрсам, шынымен де қазіргі отбасылық мәселелерде ер адамдардың жауапкершілікті өзіне алмауын, жауапкершілігін дұрыс білмеуін, атқара алмауының нәтижесінде көптеген семьялардың әйелдері болсын, басқа бала шағасы болсын, осы отбасы мәселесінде көп әсер ететін секілді. Мысалы, енді қарапайым ғана мысал, бір арақ ішсін немесе дұрыс жұмыс істемесін, оның өзі бұл жауапкершілікті дұрыс атқармаудың бір жолдары ғой. Сол секілді қоғамда менің енді субъективтік жеке көзқарасым, ерлердің осы ер деп, яғни атының өзі айтып тұрғанда, ерлік міндеттерінің өзін дұрыс атқармауы көбінесе осы қоғамдық әйелдердің де мына қоғамда бас көтеріп жатқанының бір себебі ма деп ойлаймын. Сіз осыған қалай қарайсыз? Ерлердің мысалы енді ұятта болса, айтайық енді, төсек мәселесінде де әлсіздік танытып жатуының өзі осы отбасының көп мәселесіне әсерін тигізіп жатқан жоқ па? Сізге осы тақырыпта көбінесе әйелдер шын ұятта болса енді айту керек шығар, енді осы тақырыпта көбінесе сізге сұрақ қоя ма, менің осындай күйеуім мына жағынан әлсіз, мына жағынан әлсіз, соны қалай дұрыстасақ болады деген кеңестер сұрай ма? Иә, мен бұрын өзім бір уағызшы кісі болған бұрын. Соның уағыздарын естіп жүрген кезімде өзім таңғалатын, ол бүйтіп айтатын. Маған әйелдер жиі шығады, жаңағыдай күйеуімнен әдемі бір жігіттерді көрсем, ойым кетіп қала береді, өйткені күйеуім қандырмайды. Және де күйеуім қасымда жатса да, енді ұят болса да ақиқат нәрсе, мастурбация жасап жатамын. Өйткені күйеуім өте әлсіз, өте яғни 0 дейді. Дәл солай мен таңғалатынмын, ойбай, сондай әйел бар ма деп. Алла куә, қазір уже соңғы 3-4 жыл болды ғой, өте жиі шығады сондай мәселемен. Тіпті кішігірім бір оқиғаны айтып кетейін. Бір рет бізге келген бір әйел кісі бүйтіп айтады. Түбі ішіне суырып алдым бұл мәселенің бәрін, қаяқтан пайда болған. Мен дейді күйеуіммен үйде отырсам дейді, яғни күйеуіммен боламыз, ары-бері, бірақ күйеуіме көңілім тоймайды дейді. Қалай күйеуім кетеді үйден дейді. Дәл солай маған қап-қара бір еркек келеді дейді. Түрі көрінбейді. Сөйтіп сол қара еркекпен мен отырып аламын да жыныстық қатынасқа түсемін дейді. Бұлай енді ұят әңгіме, дегенмен көп адамға бұл үлгі боларлық оқиға. Сөйтіп бұл біреулерге емделуге барады. Жаңағы Египеттен бір кісі келді, анау келді, мынау келді, Қаскелеңде анау бар, Шымкентте мынау бар, Манкентте анау бар, бәріне барып шығады анау әйел. Бармаған жері жоқ. Не дейді? Сенің жатырыңда жын отыр деп диагноз қойып береді ғой бұған. Сөйтіп бұл ойлайды солай. Шынымен де мені, то есть орысша айтқан кезде мною владеет кто-то деп ойлайды ғой бұл. Сөйтіп жаңағы келіп жүрген еркекті шынымен бір жын деп ойлап жүреді бұл. Сөйтіп бұл кісімен терапия өте келе соңында бұл мойындайды. Яғни кішкентай кезінде ол кісі не көрген екен? Сәл кішігірім зомбылық көрген ғой. Содан соң бұда уже санасы бұзыла бастайды, жиі мастурбация жасай бастайды, уже ожидание болады бұда. Мен күйеуге кетемін, бір мощный біреу кездеседі деп. И раз күйеуі ожидание реальность болады, өте әлсіз болған бір еркек кісі жолығады, яғни половой системасында проблемасы бар кісі жолығады. Сөйтіп бұл кісі не істейді? Жиі порнография көреді. Сол порнография көру арқылы бұл өзінің иллюзиясында өзі құрастырады. Яғни объект, который якобы маған келіп менімен жыныстық қатынасқа түссе. Ең күшті еркек образын жасап алады. Иә, ең күшті еркек өзіңіз әдемі айттыңыз. Жасап алады да, и күйеу кеткен кезде соны жаңағы елестету арқылы сол өзінің иллюзиясына кіріп,
иллюзиясындағы объектпен қатынасқа түседі. Бірақ ақиқатты айтатын болсақ, ол жақта ешқандай жын немесе басқа бір объект келіп онымен ешқандай қатынас жасап тұрған жоқ. Бұның бәрі оның санасында болып жатқан нәрсе. Түбінде бұл өзі мойындады. Сөйтіп Алланың қалауымен өзі емдеп шықты бұдан. Уже түбі түсініп, өзі күліп, мен қандай кеңкелес болғам, сонша кісілердің айтқан сөзіне сеніп, маған сиқырлап алып жатырында бірнеше жын отыр ғой деген сияқты ұғымның бәрі қате екен ғой деп, өзін өзі терапия өту арқылы емдеп алған болатын. Яғни келетін кісілердің арасында осындай мәселені көп айтады. Соның ішінде жаңағы төсек мәселесіне өте әлсіз дейді. Ол әлсіздіктің бірінші проблемасы еркектердің көз тыймауында негізі. Өйткені еркектегі бар қасиет қой ол, тестостерон деген. Еркекті өзі әйел көрсе алақ-жұлақ етіп тұратындай қылып жаралған ол. Бір Аллах тағала әйелдерге жабыныңдар, әурет жерлеріңді жабыңдар деместен бұрын обращение бірінші еркекке айтады. Сендер әйелді көрген кезде мынау назарларың төмен түсіріңдер. Яғни демек бірінші вызов еркекке лақтырып тұр. Сен көзді тыю керексің. Өйткені еркектің бойында бар болып тұр алақ-жұлақ ету. Одан соң әйелдерге обращение жасалып тұр. Яғни еркектің бірінші міндеті төсекте әлсіз болмау үшін ол көзін тыю керек. Екінші, денсаулығын күту керек. Денсаулық күтпегеннен кейін неше түрлі проблемалар болады. Яғни көз тыю деген не бұл? Неше түрлі санды төсті көріп алғаннан кейін өзінің үйдегі некелі жары мынау ми той болады ғой программаға. Уже мынау қызық емес болып тұрады да. Қанша жалаңаш тұрса да халал әйелі өзіне қызық емес болып тұрады. Сол себепті де ол төсек мәселесіне өте слабый болады. Екіншісі, әйелдердің көп шығатын төсектен бұрын мынандай проблемамен көп шығады. Күйеуім мені мүлдем қорғамайды дейді үйде. Яғни ата-анаммен көп ұрысып қала берем. Еркектер сұрақ қояды, анам таңдай ма жоқ әлде әйелім таңдай ма деген сияқты сұрақтар қояды. Бұлардың да себебі еркекте, яғни еркектің изначально жіберген қателіктері басында. Мысалы тіпті қарапайым үйде мысалы қыз күйеуге тиді, бір жыл тұрып жатыр, сөйтіп қыз үйде отырған кезде сыртқа шығып кетеді, әкесі, шешесі, баласы тамақ ішіп отырады. Сөйтіп шешесі немесе әкесі бастайды, мысалы былай деп: ой, сенің әйелің қандай әулеттен шыққан, тегі жоқ, анау мынау дейді. Сол кезде еркек үндемей, енді анам ғой енді деп тамақ жеп үндемейтін болса, уже ата-аналар қалай қабылдайды? Нормально, значит. Значит, біз ана келінді ұлымыздың көзінше сөге беретін болсақ, это нормально дейді. И уже не істейді? Еркектің көзінше қыздың да абыройын түсіре береді, тағы да басқаны істейді. Бұл жақта еркектің міндеті не енді? Әкешіше, мен сіздерді Алланың аузын қатты жақсы көремін, қатты сыйлаймын, сіздердің орындарыңыз бөлек. Бірақ дегенмен ол бір үйден келді, ол да бір үйдің қызы, ол маған Алланың берген аманаты. Сіздердің ол жайлы бүйтіп айтқандарыңыз маған ұнамайды, бұлай айтпаңыздаршы өтініш деп, екі жақтағы ортадағы мостты құрастыратын негізі еркек болу керек еді да. Бірақ еркектердің ошибкасы осы жерде кетеді. Яғни мынау анам ғой деп көп жағдайда әйелге құл сияқты обращение істеп қояды, немесе кейде керісінше аманатым ғой деп слишком қатты сілтеп ата-анасына да дұрыс қарамай қоятын отбасылар өте көп. Сол себепті біз осы жақта еркектермен көбінесе жұмыс жасаймыз. Егер әйелдер сөйтіп жалып шықса, біз айтамыз, онда яғни мен осылай күйеуіме шағымданайын деп едім, бүйтейін деп едім, сөйтейін деп едім десе, біз айтамыз, біз бір жақты ғана тыңдамаймыз, ренжімеңіз, келіңіз жолдасыңызбен жұмыс жасайық, сөйлесейік. Сол кезде жігіттермен осы жаңағы ішкі жаралар дейді ғой, қалыптасып қалған кіші кезіндегі идеологиялары, мынау миға қондырып алған, терминмен айтқанда травмалар. Травма, установкалар. Мен травма деймін, установкалар деймін. Ана миына орнатып алған неше түрлі идеологиясы. Сол идеологиялармен жұмыс жасай бастаймыз. Әрине психология деген кезде тек қана мынау қазіргі неше түрлі бұрмаланған психологиямен емес, діннің шеңберінде ұштастыра отырып бірге жеткіземіз адамдарға. Соның қалауымен, Аллаға шүкір, соның себебімен, Алланың қалауымен жақсы нәтижеге жетіп жатамыз түбінде. Яғни екеуі де бір-бірін түсіну арқылы өте жақсы отбасы болып шығуына себебімізді тигізіп жатамыз. Рахмет, өте бір мардымды жауап болды деп ойлаймын. Әбеке, енді менде мынандай ой туындап жатыр да, сіздің айтқан сөздеріңізден түсініп жатқаным, жаңағы ерлердің отбасы құрар алдындағы, мысалы енді бір мемлекет немесе бір белгілі бір мемлекеттік органға немесе бір қарапайым бір жерге басшы болсаң да, сен бір нәрсені бастамас бұрын жоспарлайсың, оның жаңағы стратегиясы дейді, стратегиясын анықтайсың, жаңағы өзің қаражатың бар, оның ішіне барлығы кіре береді ғой. Мысалы бізде де осындай сәттерде ерлердің көп жіберетін кемшіліктерінің бірі осы отбасы құруды жоспарлаудың жоғынан секілді. Өйткені мен ертең осындай, мысалы дін ұстанушы азаматтар арасында, мен енді бәрі қоғам діндар емес қой. Мен мысалы
отбасымның туысқандарым бәрі діндар емес, дін түсіне беретін азаматтар емес. Осындай бір діндар немесе орамал тағатын әйелді алып келсем, бұл отбасым қалай қабылдайды, мен оған қалай жауап беремін, немесе оны қалай қорғай аламын. Мысалы, кейбір отбасылар тіпті орамалға қарсы болуы мүмкін, туысқандары деген секілді. Осындай кезде мен қалай оларға арбаны сындырмай, өгізді өлтірмей, бір орта жалдан шығып кететін бір жоспар құрам деген нәрсенің жоқтығынан да, былайша айтқан кезде отбасы құруға бір сауатсыздықтың нәтижесінде болу керек деп ойлаймын. Ал егер еркек осындай әлсіздік танытып жатса, отбасында әлбетте ол міндетті түрде ол ұрыс болатыны міндетті, одан ары ұрыс өршитіні бұл ақиқат болып тұрған. Осы жерде енді мынандай қызықта, қаншама отбасыларды біреміз, енді өзіміздің де дос жарандарымыз бар, араласатын қоғамымыз бар. Осы жерде мынандай бір еркектерді көрген кезде қарнымыз ашып жатады. Мысалы, өзінің идеалындағы, өзінің көзқарасындағы, ата-анасының көзқарасындағы ұнамды бір әйелді алады. Былайша айтқан кезде қазіргі қазақи тәрбиемен алғанда ибалы, инабатты бір әйелді алады да, үйге келіп бірақ қамап қоятын еркектер бар. Одан кейін өзі жаңағы достармен бір звонок жасаса болды, шығып кете беретін емін-еркін. Әйелі маған неге көңіл бөлмейсің десе, сенің орның үй, кухня, жаңағы асхананың маңайы деп айтатын еркектердің де көбейгенін көп байқап жатамыз. Осындай еркектерге жалпы қандай кеңес айтар едіңіз? Немесе бұл жерде әйелдің де кемшілігі бар ма? Яғни үйленген уақытта күйеуіне дұрыс мәміле жасай алмады ма осы жерде? Енді дұрыс мәміле жасай алмады ма болған кезде, бәлкім, қыз өскен ортасында өзінің жаңағы психологиялық терминде граница деп айтамыз ғой. Сонда границасын шектеп білмеген қыз болуы мүмкін. Сол себепті де ол еркегі жаңағында неше түрлі жағымсыз дүниелер істеп жатса, оны норма деп қабылдауы мүмкін. Содан да яғни тәрбиеге байланысты бүкіл нәрсе. Бүкіл нәрсе түбі установкаға, фундаментальный тәрбиеге байланысты болады. Енді күйеуге тигеннен кейін еркек адамның тарапынан сондай бір қысымдар болып жатқан кезде, оның миында жаңағында ата-анасының қойып берген несі тұрады, тағы да установкасы тұрады. То есть сен бардың, болды, етің олардікі, сүйегің біздікі деген ұғымды ұқтырып береді. Мен бұл ойға түбегейлі қарсымын. Мысалы, менің өзімнің 3 қызым бар. Ертең Алла сақтасын, мен күйеуге бергеннен кейін оларға сондай бір зомбылық қысым жасап жатса, мен оларға айтамын, мен сенің әкеңмін. Кез келген жағдайда көмекке шақырсаң, мен шешуге тырысып беремін саған. Мен шешіп беремін ол проблемаңды сенің. Яғни ол жаққа барғаннан кейін болды, сен қонақсың деген ұғым мен үшін ол мүлдем, мен ол ұғымды құптамаймын өзім. Өйткені ол менің қызым, мен оны тәрбиелеймін, өсірем, инабатты, ибалы қылып өсірем, күйеуіңе тік сөйлеме деп өсірем, Бірақ өзіңнің жаңағы керек нәрсеңнің бәрін сызып көрсетуіңді, әрине бізді енді ислам дінін ұстанушы болғаннан кейін көркем мінезділікпен жеткіз деп үйретемін ол нәрсені. Бірақ сонда да жаңағы жігіттердің сондай қысым істеп жатқан болатын болса, ондай жағдайда қыз жақтың туысқандары әрине көркем мінезділікпен, әділдікпен араласуы міндеті деп ойлаймын. Өйткені мысалы жаңағы жігіттерге мен айтам келген кезде, сондай жігіттер келеді ғой, әйелдері шағымданады, осылай мен алуын алды да өзі басқа қыздармен жүреді дейді. Неше түрлі ашық-шашық. А маған хиджаб кигізіп орандырып қойды үйде. Не төсек ақысы жоқ, не қыдыру ақысы жоқ, дымы жоқ дейді. Қамап қойды мені. Сөйтіп мен жігіттерге айтам, ертең өзіңнің қызыңды тура өзің сияқты жігітке тұрмысқа беруін қалайсың ба десең, сразу задний бере бастайды. Жоқ, кішкене бәрібір иман тақуалы жігіттерге беретін едім. Сосын мен айтамын, сен ол өмір деген бумеранг бәрібір. Сен қанша үйтіп мен қызымды осындай жігітке беретін едім десең де, бәрібір қыз тура саған ұқсайтын жігіт таңдап алады. Өйткені сен қандайсың, оларға сол тәрбиені беріп жатсың. Оның миына сол нәрсе қалыптасады. Дәл саған ұқсас жігіт таңдап алады ол да ертең. Содан соң ол да тізесін құшақтап отырады. Сол себепті сен қызыңды ертең болашақта қандай жігітке бергеніңді қаласаң, ең бірінші оның анасына деген өзіңнің көзқарасың дұрыс болу керек. Деп көбінесе сол түбі айналып келген кезде жігіттермен қайтадан жұмыс істеп кетеміз. Ал жігіттердің ондай тәрбие, ондай идеологияда болуының себебі, бағана басында айтқанымдай, еркек басшы деген дұрыс емес бағыттағы бұрмаланған ұғымы бұл. Еркек басшы ол жаңағында ғой, сен давай басты қатырма, мен достармен келемін, бешбармақ дайындап қой, общем, туда-сюда. Тіпті бір әйел кісі келіп айтқан, бүйтеді жаңағы күйеуің келіп ұрады дейді. Жолстардың көзінше арақ ішеді да, бергелейді, кесе закуска, пошла давай деп қайтадан тамақ дайындады. Яғни сондай бір былайша айтқан кезде адам көргісіз дүниені істеп жатады. Бұл ұғым, яғни бұндай ұстанымды ұстану неден себеп болды? Бағанағы еркек басшы деген. Бірақ еркек басшы деген сөздің астарында не жатыр?
Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам не деп айтты? Сендердің ең жақсыларың әйелдеріңе ең жақсы қарағандарың. Осы жерде сызып тұрып объект для подражания, яғни үлгі болуға объект ретінде өзін сызып айтты. Мен іштеріңде әйелдеріне ең жақсы қарағанмын деді. Яғни сызып берді өзін өлшем бірлік қылып. Мысалы кез келген нәрсенің өлшем бірлігі бар ғой. Ұзындықты біз сантиметрмен есептейміз, жаңа салмақты килограммен есептейміз. Идеальностьтің өлшем бірлігі ол Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам. Яғни ол кісі кез келген адамды кемелдікке жетелейтін мәселедегі идеал, потолок. Біз соған еліктеу керекпіз. Демек ол бізге сызып берді. Ең жақсыларың кім? Ол әйелден жақсы қарағандарың деді. Және де өзінің өміріне алатын болсақ, мысалы, мінез көрсеткен әйелдер болды ма моменттерде? Болды. Не істеді? Мысалы, тамақты төгіп тастаған кезінде отырып, сен басың істей ма? София деген саған дейінгі әйелім ол, оның статусы выше деді ма? Жоқ, отыра қалып, Айшам менің ашуланып қалыпты ғой деген сияқты. Яғни бүкіл жерде көркем мінезін танытуға тырысты. Бірақ ол кім ол? Ол идеал, яғни сол замандағы президент болып тұр ол. Сол замандағы басшы болып тұр. Адамзаттың асыл тәжі не үшін айтамыз? Идеал болған үшін ол кәдімгідей біз үшін үлгі ғой ол. Сол себепті сондай кісі бола тұра, бірақ көркем мінезділікті ең қатты әйелдеріне танытты. Демек кез келген еркекпін деген еркектің бойында осы қасиет болу керек деп ойлаймын. Ол еркектігін әйеліне көрсетпеу керек, ол еркектігін көрсететін жерде көрсету керек. Ал әйеліне ол максимально жұмсақ болу керек. Әйеліне өте қатты көркем мінезділігін таныту керек. Ол әйеліне көп көркем мінезін танытып оған жақсы қарайтын болса, ертең ұлы да, яғни бұл кәдімгі тәрбие, құры сөзбен деп неше түрлі әңгіме айтқанша бала шағасын отырғызып қойып, іспен көрсететін болса, қыз да осыдан өте әдемі үлгі алып ертең жақсы жерге таңдауында қателеспей жақсы жігітке тұрмысқа шығатын болады. Және де ұлы да әйелді осы сыйлау керек екен ғой деп, оның анасына деген құрметі өте жоғары орында болады. Және де ертең әйел алған кезде де оның көз жасына қалмай тағдырын бұзбайтын еркек болады. Және де осындай отбасын тәрбиелеу үшін ең әуелі еркек адам ойлану керек деп ойлаймын. Яғни пайғамбарымызға ұқсау керек. Сол себепті біз әрдайым айтамыз, бұл пайғамбарымыздың сүннеті, біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннетіне еру керекпіз деп, осы отбасылық мәселеде кез келген мәселеде. Енді мен осы отбасылармен жұмыс істегеннен кейін пайғамбарымызды әрдайым әңгіменің арасына салып отырамын. Өйткені ол бізге еліктеу керек ең идеал адам. Енді Әбеке, өте орынды айттыңыз. Мен кеше жұма намазында мешітте отырып бір газетке, Мұнара газеті бар ғой, соған көзім түсіп кетті да, сол жерде бір оқиға сіздің сөзіңізге әдемі бір тұздық ретінде келіп тұр екен да, сол жерде бір көзім түсіп қарап оқып қалсам, пайғамбарымыздың бір оқиғасы, осы әйелдерге қатысты бір оқиғасы есіме түсіп отыр да. Сол жерде жазылып тұр, пайғамбарымыз бір жорыққа шығып бара жатқан уақытта Айша анамыздың бір алқасы жоғалып қалды дейді. Алқасы жоғалып қалды, ол кез күн өте ыстық еді дейді. Қаншама адамдармен келе жатып, бірақ сол жерде сол алқаны іздеп таппайынша жүрмеді дейді. Қарап тұрсаңыз, қаншама адамдар тұр, ол жерде артында әскер тұр. Сол кезде Айша анамыздың әкесі айтады ғой, Абу Бәкір. Сол кезде, сен осы адамзаттың асылын әурелеп қойдың ғой деген кезде пайғамбарымыз оған қарсы сөз айтпаған ғой. Бұл жерден қарап шығатын мағына, яғни пайғамбарымыздың, яғни саллаллаху алейхи вассаламның әйелдерге деген құрметі қазір біздің көп ер жігіттерге мысал бола алмай жатыр. Яғни оны дұрыс тана алмай жатқандығымыздың бір себебі ма деп те ойлаймыз. Осы әңгімеңізден осы оқиға есіме түсіп отыр да. Енді Әбеке, жақсы, енді рухани мамандығыңыз психологиядан, енді тағы бір рухани мамандыққа бір ойыссақ, енді отбасы мәселесі ол қазір бізде Қазақстанда қарасаңыз әлем бойынша алдыңғы қатарда ажырасуда. Қазір кез келген платформаны ашып қарасаң, ер мен әйелдің қарым-қатынасы, отбасы мәселесі, психологтардың шығуы, жын шығаратын азаматтардың да шығуы осы отбасылық мәселелерде көп пайда болып жатыр ғой. Енді осы жерде бір сауал, кейбір азаматтар айтып жатады, менің күйеуімді немесе әйелімді дуалап алды. Қазір сондай бір актуалды заманда тұрмыз ғой. Қазір мені күйеуімді жаңағы дуалап алды, немесе сиқырлап алды, әртүрлі термин айтып жүр, бірақ енді барлығы бір мағына ғой. Осыған көбінесе әйелдер көбірек ұшырай ма дуалауға, әлде ерлер көбірек ұшырай ма сіздің ойыңызша? Сізге көбінесе қандай пациенттер, клиенттер жалпы осындай мәселелермен келеді? Және оның шығу жолы қандай? Мысалы, дуалау деген жалпы
қазақ кейбір жерлерде айтып жатады, басын айналдырып алыпты немесе көзін байлап алыпты деген әртүрлі терминдермен айтып жатады ғой. Практикада сізде осындай қандай азаматтар болды жалпы? Жалпы бағана айтқанымыздай пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам бізге бүкіл мәселеде пример для подражания, яғни үлгі ретіндегі объекті, біз әрдайым ол кісіге үлгі ретінде қарау керекпіз бүкіл мәселеде. Тіпті су ішуде де, құрма жегенде де білесіз ғой, қалай? Тіпті дәретханаға барған кезде де, әйелмен сөйлесетін кезде де, тіпті неге дейін кейін әйелге жақындау мәселесі де айтылады бізде, хадистерде келеді, қалай бастау керек бәрін. То есть пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламның жолымен жүретін болсақ, біз ешқашан адаспаймыз. Өйткені ол жол адамды кемелдікке жетелейді. Бірақ қазіргі таңда неше түрлі атеистердің, тәңіршілдердің ол кісі жайлы неше түрлі былапыт әңгіме айтуының себебі ол кісіні дұрыс танымағаннан. Жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, көп жігіттерге сол кісіні үлгі ретінде білімсіздігінен болып жатыр, қабылдай алмай жатыр үлгі ретінде. Егер әр ер адам, әйел кісілер болсын, пайғамбарымыздың өмірбаянын зерттейтін болса, онда кемелдікке жету өте оңай болатын еді. Ал кемелдікке жетудің патологиясын істеп тастаған тек кім? Сол кісі ғана. Енді осы жын мәселесіне келетін болсақ, жаңағында дуалап алды, бүйтті сөйтті деу, ол жайлы өзі екі мнение бар. Мен бұл салада істеп жатқаныма уже 9 жылдай болды. Жын мәселесінде, хиджама саласында 12 жыл болды. Зерттей келе басында мен де ярый жаңағындай жігіт болдым ше. Біріне сылқылт ете қалса, жын ол, жын. Давай отырғызып қойып ана адамды заманивать етіп, мысалы, «Қала Муса мәжиатум бихи сихр» деп, яғни ақиқатында Муса айтты бұл сиқыр деп, еще мағынасын айтасың бұл жерде. Қазір Аллах арабша айтпайсың. Егер арабша оқи берсең, адамға ол түсінбейді ғой не болып жатқанын. Ол спокойно Құран оқып отыр ғой деп оға береді. Сен бұл жерде оны неге тығасың? Психологиялық самовнушениеға, яғни өзін өзі гипноздайтын внушениеға саласың. Яғни бүйтесің, отырғызып қойып, Құран оқып келе жатсың, қазір Аллах сені жояды, ей жын, сенің ішіңде қазір от жанады, бүйтеді. И адам отырады да осы жерде эйфорияға кіре бастайды уже қайта деп қояды мысалы. Яғни ол дәл осылай істейді. Не істеп жатсың десе, жыным шығайын деп жатыр әбеке, жыным шығайын деп қуа бастайды. Бүкіл осы нәрсеге кіргізіп жатқан кім екен, түбімен түсінемін осыны. Мен екен ғой мынаны өзін-өзі гипноздау арқылы кіргізіп жатқан. Демек мынаның бәрі сказка сияқты ғой. Деймін да мен осы кезден бағана айттым ғой, хиджама себеп болды деп. Зерттей бастаймын. Зерттеп жүремін да, мынау Ханафи мазхабының қазір біздің Қазақстан Республикасының діни басқармасының бекіткен сенімі бойынша Матурidi ақидасын зерттеп жүрген кезде осы ұғымға келіп тірелемін мен. Жын адамға тек қана уәсуас қылады, басқа оның ешқандай билігі жоқ. Тіпті сенің суыңа, тамағыңа, киіміңе де қауқары жоқ. Тіпті ғалымдар бар екен, жерге түскен шиді де, яғни сіріңкені де көтере алмайды. Яғни параллельный объект ол. Оның біздің өмірдегі миссиясы не? Просто уәсуас қылу. Ал енді дуалау ше. Жаңа сіз сұрадыңыз. Кімдер көп шығады? Әрине әйелдер көп шығады. Мен әйелдерге айтамын, зачем сен өзіңді олай ақтап жатсың? Яғни оправдание іздеп жатыр өзіне. Жоқ, күйеуім мен жақсы көреді, ол жақсы көреді. Просто оның басын анау әйгүл дуалап апты. Демек бұл жауапкершіліктен қашу ма? Жауапкершіліктен қашу, және де күйеуін ақтап жатыр ғой бұл. Содан кейін де бір ойлаймын, самооценканың, яғни өзін-өзі бағаламаудың да бір түрі секілді. Өте дұрыс айтасыз, Осы мәселені түсіндіреміз бұл. Потом айтамыз біз. Сиқырлау деген сен ойлағандай емес. Мысалы, мен қазір мынаған үфит деп оқып беріп, сізге ішіп, сен енді қазір Айгүлді емес, Маринаны жақсы көресің. Сказка ол, миф әңгіме бұл. Бұл заманнан келе жатқан миф әңгіме. Қан берді, якобы оны оқып берді, сол үшін байланып қалды. Жоқ. Сиқырлау деген сөз өзі тікелей оның мағынасы адамды гипноздау. Яғни адамды қалай гипноздайды? Мысалы, сіз әйеліңіз бар, и сізге жұмыс істеп жүрген жеріңізде, мысалы, есімін алайық, допустим, Айсұлу деген бір қыз жұмыс істейді. Сөйтіп ол сіздің қасыңыздан былай өтеді, санын көрсетіп, былай өтеді, төсін көрсетіп, и сіз бағана мен айтып кеткен Алланың айтқан сізге бұйрығына не істейсіз? Мойынсұнбайсыз. Яғни көзің түсір деді ғой, сіз түсірмейсіз, қарайсыз. Міне, сізде осы жерде уже не басталады? Дуалану, жаңағы біздің тілмен айтқан кезде. Бірақ настан бері сізде уже не кетіп жатыр? Гипноз кетіп жатыр. Анау қыз сізді дуалап жатыр. Аллах тағала жалпы адамдарға айтып отыр, бір-бірлерін дуаламаңдар деген сөз ол үфит-сүфит деме деген сөз емес. Негізі оны өйтіп тікелей қабылдайтын болсақ, онда жаңағында мифологияның бәрі қуып кететін әңгімеге кіріп кетеміз да. Бұл жерде дуалану деген сол. Яғни жаңа мен әйел кісілерге айтамын, сенің күйеуіңді жаңа қызбен сөйлескен кезінде араларында флирт болған яғына. Бұл жерде ана қыз біреуге барып оқытып сенің күйеуің тартып алған жоқ. Оқытатын болса неге онда Брэд Питтті оқытып алмайды ол? Неге Бурак Өзчивитті оқытып алмайды мысалы да? Ауылдағы Балтабайға жабысып алды да мысалы сенің күйеуің соншама красавчик па не деймін да, сонша бір дуалап алатындай. Ол просто жаңағы жерде әйел кісіге қызықты, мәселе сол ғана. Яғни сиқырланды деген сол негізі.
сиқырланды, несіне сиқырланды? Фигурасына, не болмаса сообщение жазып жіберуі мүмкін. Мысалы менің әйелім бар, маған жазып жібереді: Абдулла мырза, тамақ іштіңіз ба, қарныңыз тоқ па дейді. Ана сөз негізі не? Менің бойыма бір жүрегіме кіретін, көңілімді ашып беретін. Мә деп уже страницасына кіріп, кім екен деп қарайтын болсам, мен уже не істеймін? Фигурасын көремін, төсін көремін, санын көремін, уже бітті, мен анаған байлана бастаймын. Осы байлану процесін сиқырлау деп айтады. Бірақ біздікілер оны бұрмалайды. Талай отбасы келді ғой, маған күйеуім айтты, ана кісі айтты, ішінде 7 сиқыр бар екен, 15 жын кіріп кеткен, еще 7-8 адамның көзі тиген деп келеді. Түбі мен күлем. Түбі өздері де күледі, осы нәрсенің бәрін өтірік екенін мойындайды. Яғни адамда Аллах тағаланың берген екі үлкен сыйы бар. Не берді бізге? Ең бірінші, біздің бүкіл жаратылыстан айырмашылығымыз, бізде таңдау еркіндігі бар. Екінші, бізде сенім деген жүйе бар. Мен не нәрсені қалай ойлап, қалай фокустаймын не нәрсеге, сол нәрсені мен өз өміріме тартамын. Егер мен өміріме ойбай маған жын кіріп кеткен, бүйткен, сөйткен деген внушениемен өмір сүретін болсам, тем более ана кішкентай кездегі бағана қайтадан ораламын сол мәселеге, установкалар болады. Ойбай жын кіріп кетуі мүмкін, анау мынау деген сеніммен жүретін болсам, иә, мен бұл сенімнің астарына кіремін да самовнушениемен ауыра бастаймын. Менде стресс басталады, депрессия, бауырға нагрузка түседі, соның салдарынан кислород дұрыс жүрмейді, и менде не басталады? Усталость, вялость, біреудің сөзін көтере алмау, нервничать ету, еще 5-6 күн ұйықтамай келетін кісілер болады. Келеді да ілініп тұрған картинканың бәрін сындырады, қопарады, деп бетіне қарап тұрып, не болды десем, қопарам қазір сені. Еще бүйтіп сөйлейді, арасында мысалы мен өйстіп сөйлеп отырмын ғой. Менің жасым 983-те деп жаңағындай неше түрлі дауыстарын өзгертеді. Оны сіздер немесе басқалар көріп ойлайды, кезінде 5 жыл, 6 жыл бұрынғы Абдулла да сөйтіп ойлаған, что ол якобы жын сөйлеп жатыр деп. Бірақ адам жаңағындай психологиялық ауытқуларға, тамақ ішпеу, ұйықтамау, стресс, депрессияға түсу арқылы осындай аффект состояниесіне кіріп кетеді. Яғни ішпей, шекпей, мас болған күйге түсіп кетеді. Сол себепті ол контроль ұстай алмайды эмоциясына. Оған осы моментте не келеді? Уәсуас келе бастайды. Яғни жынның тарапынан уәсуас келеді. Жын жаңағы біздің сенім бойынша адамға не істейді? Уәсуастан басқа ешнәрсе істемейді. Сол үшін біз ювасуису фи судурин нас минал джиннати уан нас деп айтамыз. Яғни жын бізге тек қана уәсуас қылады. Ал енді адамнан деп жұмыс жасаймыз, түбі айтамын мен. Бопты, мысалы, жынға Алла билік берді деп ойлайық. Жын кіріп істете алады деп ойлайық. Мысалы, менің ішіме кірді да жын, Абдулла мына жақта қатындарың тастады, мына жақта кеттік Маринаға барайық, Марина әдемі деп. Менің ішіме кіріп, ол Абдулланың денесі күшті екен, бүгін біз барып Маринамен жина жасаймыз, шөп шегеміз, плюс вино ішеміз дейтін болса, жын істететін болса, онда қиямет күні маған легче емес пе Аллаға айту? Я Алла, мысалы мен Аллаға қарсы шықпаймын онда. Біріншіден, сен өзің билік берген екенсің жындарға, менің ішіме кіре алатын. Сен, значит, таңдау еркіндігін толық бермегенсің маған. Неге айттың таңдау еркіндігін толық бердім деп? Таңдау менің еркімде болатын болса. Егер сен жындарға билік берген болсаң, жын менің ішіме кіріп жасады ғой бұл нәрсенің бәрін. Онда кім жауап беру керек? Жын жауап беру керек емес па? Деп Ибрахим сүресінің 22 аятында келеді ғой. Яғни жабат бәрі. Сол кезде Аллах тағала иблисті ортаға шығарып не деп айтады? Иблис бізге айтады. Алланың ұлылығымен ант етейін, менің сендерге ешқандай сұлтандығым мен билігім болған емес, мен тек қана уәсуас қылдым дейді. Таңдау сендерде болды дейді. Демек жаңағындай атмосфера жүрмейді, сиқырлап алды, дұғалап алды. Сол үшін мен жаңағындай ана еркекке кетіп қалдым, немесе ана әйелге кетіп қалдым, немесе мен шөп шектім, арақ іштім, просто менің ішіме ифрит кіріп кетті, немесе тағы да қорин деген жын кіріп кетті. Сол үшін бәрі болып жатыр деу, бұл таза өзін өзі ақтау, жауапкершіліктің бәрін ана жақта байғұс отырған темекі шегіп отқан жынға жаба салу ғой. Ана жынның өзі в шоке болып отыруы мүмкін да, что за дела деп мысалы ше. Яғни бұның бәрі сол адасқан қауымдардың құрастырған идеологиясы. Осыны жаңа хижама маған себеп болды. Енді қоса айта кетейін, уақыт нормально ғой бізде? Иә. Мен бұл именно жынның темасын қай кезде зерттей бастадым, осылай қатты кіріп кеттім осыған, түбі, мынау бәрі далбаз екен ғой деп. Маған жиі мен оқыған кезде, Турцияда оқыған кезде де бүйтіп айтатын. Хиджама мен жын шығарса болады, және де точки для изгнания джинов, точки для выводения сихра дейтін ойбай неше түрлі құрастырған точкалар болатын тіпті. Соның бәрін оқып, адамдар құлақтан теуіп, бұл жерде бағана айттым ғой, Алланың берген екі сыйы бар депші. Біріншісі таңдау еркіндігі, екіншісі сенім жүйесі. То есть адам сенсе, жаңағындай менің ішімде бір нәрсе бар деп, сосын мен тұрып болған, бар, кел деп, ол мені уже психологически емші ретінде бір авторитетіне адам ретінде қабылдап отыр ғой. Уже сөйтіп қабылдайды да менің аузымнан шыққан әр сөзге сенеді. Сол үшін ол Қаскелеңдегі анаған барса, Бесағаштағы мынаған барса, аттарын айтпай қойын, оның шыққан аузындағы сөзіне сенеді. Сенің ішінде 20 жын бар десе, ана тұрады да, ұстаз айтты 20 жын бар дейді да, уже 20 жын бар адамның халіне кіреді. Түбі бітеді олар.
адрес мына жақта хиджама жасайтын жігіт бар, соған бар дейді. Өйткені өзі емдеп жатыр, өзгеріс жоқ қой, уже отмазка. Анаған бар, хиджамамен шығарып береді саған дейді. Сөйтіп сілтейді оған. Өйстіп жүрген кезде мен неше түрлі сказкаларды ести бастаймын ғой. Шымкентте, Жаркентте бір кісі бар екен. Кіргізеді сізді. Телефон анау бәрін жоқ қылады. Алып кіре алмайсыз. Қасыңызға екінші адамды мүлдем кіргіздірмейді. Сөйтіп аузыңызға қолын тығады да бүйтіп. Алдыңызға аппақ бір майлы қойып қояды. И жигида бар ғой, құрмаға ұқсайтын. Соны сүйектерін шығарады. Сол тұрады да сізге айтады: страшный жағдайың дейді. Мына сиқыр шығарып тастадық, в общем, енді күшті болып кетесің. Сіз көз алдыңызда шынымен рвотный рефлекс болды, сізді тіпті құс жіберуіңіз мүмкін. Енді логически біз қарайтын болсақ, любой адам құсатын болса, ол өзін жақсы сезінеді. И ана жерде аузыңызда ешкі құсып жатқан жоқ, сіз жегеден сүйегін шығарып жатыр. Сіз уже психологически внушать етесіз: мынау күшті емдеп тастады мені. И тұрасыз да: давай Айбар, давай Абдулла, ана жақта Жаркентте бір кісі бар екен, сиқырды бір-ақ секундта шығарып тастайды екен дейсіз. Апарасыз, и бәрінен одно и то же жегеден сүйегі шыға береді. Бірақ біреу отырып ойланбайды ғой: мынау не деген өтірік тема мынау деп. Күшті ақша дайындап жатыр екен деп ше. Сөйтіп мен зерттеп жүргенде мына хадисті біз оқып жүрген кезде айтатын. Якобы, яғни мыс дей ма қазақша, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бүйтіп айтқан екен. Бұл жерде көрдіңіз ба, адасқан қауымдардың несі, хадисті бұрмалауы. Мағынасында негізі ондай мәселе жоқ. Если біз арабша ұстаз отырғызып қойып сол кісімен тәпсіріне қарайтын болсақ, мағына мүлдем басқаша болып шығады. Яғни бүйтіп айтады: әр адамның қанында шайтан жүреді дейді. Және де қан қалай тез айналса, ол шайтандығы одан да тез оянып кетеді дейді. Енді бұл оқиға вообще негізі мынандай бір ұзын оқиға. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің Сафия деген әйелімен кетіп бара жатады. Оны көрген бірнеше жігіттердің ішінде ой кетеді: мынау немене, тағы да басқа қатын алып алған ба деген сияқты. Осы кезде пайғамбарымыз оларға келіп айтады: бұл негізі менің Сафиям ғой дейді. Ана жігіттер сол кезде айтады: Аллахтың елшісі, біз сен жайлы негізі жаман нәрсе ойлағымыз келген жоқ дейді. Дәл осы жерде ол бүйтіп айтады: әр адамның қанында шайтани қасиет болады дейді. Енді біз осы жерде отырып алып бөлетін болсақ, шайтан деген ол сөз тіркесі ғана. Ол мақұлық емес, яғни жаратылыс емес шайтан. Шайтан мен де бола аламын, сіз де шайтан бола аласыз. Мына телефонмен біреу порнография көретін болса, айфон оған шайтан болып отыр. Яғни шайтан деген сөздің тікелей мағынасы Алланың мейірімінен алыстатушы деген мағынаны білдіреді. Ал жын ол мақұлық. Демек пайғамбарымыз бұл жерде сенің ішінде жын бар деп айтып тұрған жоқ қой, шайтан деп тұр. То есть біреу жайлы жаман нәрсе ойлап кету, ана бойында көреалмаулық қасиеті, көреалмаушылық оянып кету, тәкаппарлық оянып кету, жек көріп тұру, соны айтып жатыр. Және де бұларға не үшін айтты оны? Олар жаңа ғана жаман нәрсе ойлап тұрды, анау тағы да басқа қатын алып алған ба деген сияқты. Сол үшін айтып жатыр. Адамның бойында қанынан да тез оянатыны ол не? Ол шайтани қасиеті деді. Және де бұл ешқандай жын бар деген сөзді дәлелдемейді. Керісінше бұл мінезді айқындаушы, сізді жаңағындай сондай бір сорақы адам екеніңізді сипаттаушы сөз ғана. Яғни астарлы мағынада. Астарлы мағынада. Және де бұл шайтан деген сөз ең бірінші біз тарихқа оралғымыз кімге қолданылды? Ең бірінші шайтан деген сөзге иблис ие болды. Яғни иблис основатель группы шайтанов. Яғни шайтан деген группаның негізін қалаушы ол иблис. Не үшін иблис шайтан болды? Иблис негізі кім ол? Негізі ол жын. Бірақ шайтан деген атаққа не үшін ие болды? Алланың мойынсын деген нәрсесіне мойынсұнған жоқ. Сол себепті ол Алланың мейірімінен толықтай отдаленный болды ғой. Яғни дьявол, сатана деген мағынаны білдіреді да. Яғни ең сорақы жаратылыс ол. Ол кім? Ол шайтан деген сөз тіркесінің астына кірген мақұлық. Ол жаңа айтқанымыздай адам да бола алады. Және де ол Құранда аяттарда да келеді. Саған жындардан да адамдардың да қатарынан жаулар болуы мүмкін деп келеді пайғамбар айтылатын мысалы. Сол себепті бұл хадисті дұрыс емес түсінгеннен кейін мен де сондай идеологияда болған болатынмын. Бұл хадистар бар, Бақара сүресіндегі аяттар бар, жаңағы рибаға қатысты, оны қазір айта берсек созылып кетеді әңгіме. Жалпы осылардың бәрін дұрыс түсіне келе, мен жаңағы идеологияны жапқан болатынмын. Құранмен ем жүргіземін, бірақ сүннетке сай. Ол жерде де айтылатын әңгімелер бар, Құранмен ем қалай жүреді, ол вообще басқа бір бөлек тема, яғни рухия деген ол мүлдем басқа нәрсе. Оны басқа бір подкаст өткен кезде айтсақ болады. Әбеке, мына сөздерін тыңдап отырып, ана бір Шаншардың әзілі есіме түсіп отыр да, ақ тырна, көк тырна деп кезінде. Шалабай атамның әруағы. Шалабай атамның әруағы деген бар. Соның бәрі қарап отырсаң, біз әлеуметтік желіде соларды қарап күлеміз да, бірақ күліп жатқан нәрсемізді қоғамда қайталап жатқан секілдіміз. Өте дұрыс. Ана Шаншарда соны көріп, қаншама халық күліп жиналып отыр, бірақ сол халықтың ішінде мына жаңа жын шығарушыларға барып, ойбай мен осындай болып кеттім, осындай кіріп кетті деген қайталап жатқан секілді, бірақ өзіміздің адасқанымызды әлі түсінбей жатқан. Яғни бұның түп негізі сол білімсіздік, кітап оқымаудың бір причинасы ғана сияқты, басқа ешқандай нәрсе көрмейді. Өйткені бәріміз мына әлеуметтік желіде жатып алып қана көруді ғана білеміз. Осы жерде не айтса соны дұрыс деп қабылдаймыз. Ал кітапта не деп тұр, бұрынғы өткен бабаларымыз не деді, ғалымдарымыз не деді деген ойға ешкім келмей жатыр, соның астарында болды. Енді Әбеке, тағы бір осы жын мәселесіне қатысты бір сұрақ.
қазір бұл енді қоғамда өте актуалды болып тұр ғой бұл. Мені Инстаграм, ТикТокты ашып қарасам да, мен шығарам, мен бүйтем деп кейде бір шоу да жасап жататын сияқты. Осын сіз қалай ойлайсыз, осы қазіргі таңда шынымен де шығаратындар бар ма, әлде барлығы шоуға айналдырып жүр ма? Енді қараңыз, мен жаңа айттым ғой, бұрын мен басқа ойда болғам, қазір басқа ойдамын деп. Егер мен бұрынғы оймен айтатын болсам, мен айтатын едім, ойбай, я шығады, 5-6 шығады деп, иә. Ал қазір мен айтамын, жалпы шығару деген теманы қозғамастан бұрын, жынның кіру деген сөзінің өзі, бағана өзіңіз айтқаныңыздай, білімсіздіктен. Адамдар бұл сөзді негізі дұрыс емес түсінеді. Негізі кіру деген, мысалы, мына стаканның ішіне мен саусағым кіріп жатқан сияқты, жын кіру деген мәселе, ол жын өзі мақұлығы түтінсіз оттан жаралған, пламя ол. Енді ол параллельный объект. Ол мына бетонды тесіп өтуі мүмкін, мен де тесіп өтіп кетуі мүмкін. Яғни біз оған преграда емеспіз, біз оған ешқандай бір блок емеспіз. Ол бәрін тесіп өтіп кете алатын объект негізі. Яғни рентген түсірген кезде ультракүлгін сәуле тесіп шығады, тура сол сияқты объект ол ғана. Бірақ ол менің ішіме кіріп алып, менің қуығымда отырып алып, так мынаныкін ұлы сөздің ұяты жоқ, мынаған жұмыс еткізбейміз да, мынаған жұмыс еткіздіреміз. Немесе мен жүрегіме кіріп алып, 4 клапанын қысып, бауырына отырып алып, так біз Абдулланың ішіне раковый клеткасын оятамыз деу таза сказка. Бұл уже құрастырылған идеология. И қазіргі таңда солай шоу көрсетіп жатқандардың саны өте көп. Демек, сіз шоу деп есептейсіз? Мен онымен шоу деп есептеймін. Ол жерде ол біреу шығуы мүмкін. Енді ол өзінің айттым ба, екі мнение бар деп, екі ой бар ғалымдардың арасында. Біреу кіреді деген, біреу кірмейді деп айтады. Мен өзім кірмейді және де билік жасамайды деген ұстаным. Осы сөзіңіз ана қазақтың бір мынау сөз тіркесіне өте әдемі келетін сияқты. Біреу дұрыс емес қылық жаса, бір әрекет жасаса, сен жын ұрды ма дейді. Бұл жерде саған жын кіріп кетті ма деп айтпайды ғой. Иә, біздің қазақ жалпы кірді деген емес, жын тиген дегенді көп қолданған. Тиген, жын тиді ма, жын ұрды ма, жынсың ба деген сөз тіркестердің бәрі осы бір біздің, яғни қазақ халқының бұл діни сенімдегі дұрыстығын білдіретін сөз ғой, былайша айтқанда. Біздің жалпы дәстүрлі дініміз өзі әдемі ұстаным ұстанған ғой. Содан кейін мен бір таңғалатын, бұрынғы біздің ата-бабаларымыздың қанша тарихын оқисың, өмірбаян, этнографиямен де мен біраз азаматтармен сұхбат жүргіздім. Ешқайсында бұл тақырып жоқ. Үш әріпті жаңағы жындарға қатысты ешқандай. Демек, бұлар бұл нәрсені қарап тұрсам, сол кезде бабаларымыздың бәрі сауатты болғанда, бұл сауатсыздықты кейінге қалдырып қойған ғой. Бұл тема актуалды болмаған мүлде. Болмаған. Демек, бір адам жаңағыдай мені дуалап кетті, мен жынды қоя ғой айналайын. Сен ол білімсіздігіңнен, сол өзіңнің жауапкершіліктен қашуыңнан деп қабылдап, ол тема былайша айтқан кезде сол қоғамда актуальны болмаған сияқты. Әйтпесе алаш зиялыларын оқисың, батыр шешен жырларды, әдебиетті, барлық бұрынғы өткен заманның ақпаратын қарасаң, ешқандай бұндай ал қай кезде пайда болып жатыр? Міне 21 ғасыр ойбай мына технология дамыған заманда керісінше біз сауатсызданып, керісінше артқа кетіп бара жатқан секілді. Соның нәтижесінде біраз адам өзінің жағдай іздеп, біраз адам өзінің қарнын қампайтып жатқаннан ба? Өте әдемі айтып жатсыз. Тіпті даже мынандай бар қазір. Бір жын шығару 250 мың теңге. Мысалы осы 4-5 күн бұрын ғана сондай бір по статусам жоғары кісілер екен да, хабарласып отыр, маған осылай мынандай жерде едік, мынандай қалада едік, мынандай пәленше деген кісіге барсақ, бізге осылай деп айтты. Сосын Турцияда біреу бар. Сізді бүйтеді, ассистенті жүреді осылай. Бүйтіп келеді да, сізді түсіреді. Ана түрік ар жақта отыр онлайн, сізді емдеп отыр, бүйтіп отырады да. Бұның ішінде 8 tane cini var ve 100 tane sihir var. Buna ben şimdi kendimin Müslüman cinlerimi göndereceğim. Sonra problemanın hepsi gidecek. Yani таза рекетирство ғой, сказкамен. То есть өзімнің мұсылман жынын жіберемін дейді аналарға. Сөйтіп ол мұсылман жындар ананың жынын, в общем, беріп тастайды, содан кейін бәрі шешіліп кетеді деп 850 мың теңге алады екен сеансқа. Ойлаңыз. Бұл әңгімеңіз ана әулие болып талай жердің дәмін таттым деген кезде. Ол кісілер осы нәрсенің бәрін негізі бұрыннан білген ғой негізі. Біз ғой ана оқымағанның кесірі ғой бұл. Сосын жаңағы сіз айтпақшы мен шығарып жатырмын деу, бұл жерде сол кіру деген теманы дұрыс қабылдап тұрған. Кіру деп бәлкім я мүмкін біреу айтқан шығар ол сөздерді. Онда жоққа шығаруға болмайды. Кіру. Но кіру қай смыслда? Мысалы мен бағана сізге мысал келтірдім мынаның алдында. Мен кісілерге айтамын. Допустим, менің інім Абдулкарим, ол тұрады да бір Айзат деген қызға ғашық болып қалады. Сосын мен барып еще күні бойы қайта-қайта Айзатпен сөйлесе береді, ТикТокта да, Инстаграмда да, сосын айтамын ба, Абдулкарим басыңыз істей ма? Не, Айзат кіріп алған ба ішіңе?
десем, Айзат оның ішінде отыр деген сөз емес қой, дұрыс па? Немесе жүрегінің төрт клапаны шұқылап, мен Айзат осы жерде отырамын, күштімін мен деп отқан жоқ ол. То есть жанама мағынада сені не Айзат өзінің сұлулығымен бір нәрсесімен баурап алды ма, не болды саған деген сияқты біздің қазақтарда және де басқа ұлттарда бұл мәселені солай астарлы мағынада қолданған болуы мүмкін. Яғни уәсуасымен билеп алды сені. Бұл жерде халыққа, қарапайым халыққа түсінікті болу үшін адамда биологиялық тұрғыда ешқандай бұл жын әсер ете алмайды. Әсер ете алмайды оған. Алла тағала өйткені Құранда да өзі айтып тұр ғой, адамды ең көркем, ең құрметті етіп жараттық дейді да. Енді логикаға салсаң да, мені ең құрметті, ең беделді, ең жаңағы орынбасармын деп тұрыпты сипаттаған жерлер бар ғой. Сондай жарата тұра мынандай әлсіздік танытып қойса, бұл сипатына Алла тағаланың былайша айтқанда бір нұқсандық келтіріп қоятын секілді деп ойлаймын. Мен де сөйтіп қабылдаймын. Сол себепті мен жаңа енді қазір неше түрлі комментаторлар шығады ғой, ойбай, ана ұстаз бүйтіп айтты. Мен айтамын, ол екі мнение болып тұр. Және де мен өзім құқылым қай мнениені ұстануыма. И плюс мен мнениямды мен біреуге сұрайтын болса, не үшін ұстанасың десе, мен дәлелдеп беремін, не үшін ұстайтынымды. Мен даже тіпті айтамын, кеттік сондай ауырып жатқан адамға барайықшы деймін. Қуып жатқан, 7-8 дауыспен сөйлеп жатқан. Сол жерде я могу доказать, что оныкі таза шизофрения, то есть ол ауытқып жатыр. Ми деген бағана айттым ғой, адам ұйықтамаса, тамағы дұрыс болмаса, стресс, депрессия бойын толықтай алатын болса, бітті, ол таза жынды, ол кеңкелес адам. Сіз оған қаншадасың, неше, сіздің сұрағыңыздың өзінде тупой сұрақ былайша айтқан кезде ше, қаншаусыңдар ана уже тұрады да, мені жынды деп ойлап жатыр, значит мен қазір жіберемін дейді, тұрады да сізге, біз 25 бізде ана кинодағындай. И 25 түрлі дауыспен сөйлеп береді сізге адам будет. 25 түрлі актерство качествосын оятып береді. Таза мен оларды қалжыңдап бүйтіп айтамын. Актеры без Оскара деп айтамын. Таза актерлар олар. Ал мына кісілер типа емшілер. Жақшаның ішіндегі якобы жын шығарғыштар осындайлардың кесірінен жесткий ақша тауып жатыр. Плюс олардың Құран жатқа білуі, ол Құранды жатқа білу, қари болу, ол мағынасына толықтай амал етіп жүру деген мағынаны білдірмейді ғой. Құран жатқа білсе, ол все жын мәселесін толықтай меңгерді дегенді білмейді. Немесе ол ақида, фиқхты жақсы меңгерді дегенді білдірмейді, дұрыс па? Сол себепті олар Құран жатқа біледі ғой деп жаңа халық барады. Бұл жердегі бірінші минус сол барушы адамда. Ол неше түрлі аңқау адам болатын болса, оған арамызда жаңа емші адам шығады ғой. Сол сияқты сенгіш болғаннан кейін халық осындай мифологияға, онда аналардың саны ешқашан бітпейді. Олар керісінше көбейе береді. Осы жақында ғана TikTokта көрдім, екеуі бір-бірімен сөйлесіп отыр. Ана кірмей жатыр мәдише. Кірсем олар сразу блокқа тықып тастайды мені. Кірсем әңгімені тоқтамай жіберемін ғой, әңгімені қумас сен деген сияқты. Бүйтеді, мен көрікпелік қасиетім бар дейді. Мынау Құранмен емдеп жүрген жігіт екен якобы. Давай екеуміз әріптес болайық дейді. Көрдіңіз ба? И тура солай, мынау Бесағашта атын айтпай қойын, примерно көрген адамдар түсінеді. Бір жігіт бар. Олар солай емдейді. То есть сіз оның подопытный боласыз. Сіз мына отырасыз, мен қасында, мен емшімін. Сіз отырасыз, ана кісі келеді, мысалы, үшінші адам. Мен тұрамын да, бір бәле өздерінің істейтін трюктары бар, ананың ішіндегін сізге кіргізеді якобы, и сіз ананың жыны болып сөйлей бастайсыз ғой. Мен осы жерінде отырмын, скоро өлтіремін оны, бүйтем сөйтем деп. Анау байқұс шок ана жерде отырып алып, мәссаған, мен жыннан кіріп кеттім не деп. Сөйтіп потом қайтып сізге кіріп кетеді екен якобы. Абдуррауф бин Халима деген ютубтағы кісінің құрастырған методикасы бұл. Бұрыннан келе жатқан, в общем, таза былапыт әңгімелер. Осындай нәрселерді көріп алғаннан кейін шоу көрген жақсы көреді біздікілер. Тұрады да, мысалы, сіздің ата-анаңыз көріп, яғни мен балама бір сиқыр істеген сияқты что-то. Мынау что-то әйеліне көп Дубайға апарып кетті, көп қыдыртып кетті деп үлкен кісілер ғой сенетінше бұлай. Алып келеді ғой бізге, баламды дұғалап тастады, қызым, келінім бүйтіп, мен сосын айтамын, келініңіз дұғалайтын качествосы болса, дуалау деген ақиқат болса, келініңіз неге анау бір арабты дуалау ма өзінің центрі бар, ең бай мысалы. Шиковать етіп өмір сүрмеді ма? Не үйі жоқ, әлі квартирасы мәтеп жүрсіздер. Не үшін келініңіз басқа біреуді дуалап алмайды екен? Бір тепсе темір үзетін жігіт болғанымен, бірақ әлі басында дұрыс санасы қалыптаспаған жігітті дуалап қапты сіздің қызыңыз деп түсіндіріп, осы мәселені айқын ашамыз. Ішінде түсінетіндер болады, бірақ аз түсінетіндер, өкінішке орай. Тіпті менімен бүйтіп ұрысып кетеді. Ол өздері көретін шығар ол кісілер. Бүйтіп айтады, Абдулла дейді, сен біздің жынымыздан қорқасың дейді маған айтады. Сен біздің жынымыздан қорқып отырсың, сол қорыққаның үшін әдейі маған кемесек екен мына пациент деп мені қайтарып жіберіп жатсың дейді. Сосын мен күлемін, айтамын, бопты. Ана жынның шығаратын адамға барыңыз, сол шығарып берсін. Уаллахи, Алланың атымен анда дейін, сол кісілерше әлі кереді маған. Мен сол әлі айтамын бетіне ше басып. Сіз әлі жүрсіз ғой деп. Неужели түсінбей жатырсыз, что сіз өзіңізге накрутили мына жерде, менде бар, менде анау, менде мынау деп. Өтірік оның бәрі. Өзіңіздің өміріңізді қолға алсаңызшы. Алла айтып отыр ғой сізге, өз положенияңды, өміріңді, өзіңді, мінезіңді, түріңді өзің өзгертпейінше сен ешкім өзгертпейді.
тырыссаңшы өзің, ал жауапкершілікті өзіңе, жетуге тырыс. Сен қалай ойлап, қалай сенесің, өміріңе сол былапыттың бәрін тарта бересің. Әрине сен сиқыр деп ойлап отырсың, сол үшін сенің өміріңе постоянно негативный ойлар келе береді. А сен егер өзіңнің мына ойлау жүйеңді, ішкі жан дүниеңді өзгеруге тырысып, өзіңді өзгертсең, өміріңнің берекесі кіреді. Кіргізбей тұрған берекені өзіңсің деп түсіндіреміз. Әбеке, мынандай сұрақ болып тұр да, біздің қарапайым халықтың бұл кісілерге, яғни сіздің айтқан сөз тіркеген тырнақшаның ішіндегі кісілерге халық не үшін көп сеніп жатыр? Бұрын мен де сенгем, оны жасыратын жоқ. Ана келген жаңағы шығарушыларға халық жаңағындай неше түрлі дауыспен, неше түрлі образдарға кіріп, халық осыдан көп сеніп, соларға еріп кетіп жатыр. Осы мәселе енді адам енді өнер деп қабылдаймыз, актерство бар, жаңағындай ролдарға кіру бар, бірақ енді андай дауыстар салу бұл қаншалықты мүмкін нәрсе. Мысалы, әйелдер келіп еркек сияқты сөйлеп кетеді, сондай видеоларды көріп жатамыз. Немесе жаңағындай бір күші көп болып кетеді деп жатады, сондайды көріп жатамыз. Осыған сіз не дейсіз? Не деген кезде осы сұрақты көп адам қояды негізі. Ол бағана айтып кеттім ғой, состояние аффекта дейді. Мысалы, болады адам состояние аффекта әйеліне 15-20 пышақ тығып тастауы мүмкін. Есін жиып алған кезде отырады, мен не үшін істедім деп. Бірақ ол күйге барған кезде оның ішінен кто-то властвовал деген сөз емес, яғни біреу билік етіп тұрды деген сөз емес ол. Яғни біздің миымызда бағанада айтып кеттім мен, сенім деген установка бар, жүйе. Мысалы, біреу қазір тұрып, сіз КамАЗды орнынан жылжыта аласыз ба қазір? Сіз айтасыз, жылжытамаймын дейсіз. Өйткені сіз миыңызға істеп тұр. Бірақ отключкаға кіріп кетсеңіз, ана кісілер сияқты, сіз КамАЗды қозғалта аласыз. Өйткені сіздің миыңызда преграда болмайды, істей алмаймын деген. Сіз оттың үстіне бүйтіп тұра аласыз. Мысалы, пациенттер бар, оттың үстіне қолын береді, қойып қояды былай. Ода чувство боли кетіп қалады уже. Ол вообще чувство деген нәрсе жоқ болып кетеді. Сондай бір күй кешеді ол кісілер. Трезво ойлай алмайды олар. А ол трезво ойлай алмайтын халге адам 3-4 жолмен жетеді. Либо ол мас болып түбегейлі ішу керек, не болмаса синтетикалық бір нәрсені қабылдау керек, ес алаң болу үшін, не болмаса үшінші мәселе стрессқа түсу керек. Бізге келетін, как раз жаңағы кісілерге баратын бәрін несін делосын ашып қойып қарайтын болсаңыз, өмірінің өткен 1-2 жылдың 3 жылдығына немесе бопты сұрайсыз, қашаннан басталды деп айтып береді, осы 10 жыл болды, 5 жыл болды деп. Қарасаңыз бәрінікі уайымнан басталған. Ұйқы бұзылған, тамақ бұзылған болды. Осы уже 50% сенің шизофрениялық бойындағы качествосын бәрін оятады. И сен уже жаңағындай халге түсесің, есалаңдық халге. Есалаңдық хал деген не? Сен ешкімді упор көрмейсің ол кезде. 10 адам жабылама, біріншіден, мысалы, мен сөйтіп қуып атсам, маған жабылып атқан адамдар, жабылайын деп тұрған жігіттердің өздері үшін страх тұрады. Мына ішінде бір бәле бар сияқты деп. Олар мен бүйтіп басам 10 метрге секіріп кетеді өздері ақ. Сол үшін анау адам уже миында установка жоқ, істей алмайды. Мысалы, әйел кісі барық, мысалы, тепсең сырық балайын деп тұрған әйел кісі ойлай алмайды ол кезде, мен көтере алмаймын немесе ұрамаймын деп. Ол бәрін істеп тұрады. Оған ой келеді, мысалы. Тіпті мысалы бізге ұят нәрсе болса да айтайын, келген адамдар бар. Отырады, сен оған Құран оқып түсіндіріп отырасың ғой. Бетіңе бүйтіп қарап отырады да, күшенеді да, яғни үлкендер етті сындырады да, қолын салады да, аузына салып жейді. Сіз сырттан көресіз, ойлайсыз, ой, астағфирулла, мынау не істеп жатыр ей? Мынау явно жын емес ол. Ол адам, көрдіңіз ба, трезво ойлайтын халден шығып кетті. Ми істеп тұрған жоқ. Стресс, депрессияға түскен адамда тамақ пен ұйқы дұрыс болмаса, мына орталық жүйеге, центральный нервный системаға кислород дұрыс бармайды. Машинаның чегі жанған сияқты электрикасы, Range Rover'дің электричествосы қалай қуса, тура солай мидың іші қуып тұрады. Ми деген мына ой келіп жатыр, ана ой келіп жатыр. 45 жылғы ойдың бәрі оянып жатыр. Қызыл тұрыс үйім қаяқта мен деп қуып кетуі мүмкін тамақ ішіп отырғыш мысалы. Анау Айгүлдің 15 жыл бұрын болған оқиға. Берген 15 мың теңгесі қаяқта деп қуып кетуі мүмкін. Яғни мидың ішінде мынау ми деген сигнал барып жатыр. Кислород барып жатқан жоқ өйткені. Яғни мидың ішіндегі нервтардың бәрі не істеп жатыр? Қирап жатыр. Нервтардың бәріне кислород бармағаннан кейін жалпақ тілмен айтқан кезде адам қуады. И осы кезде сіз тұрып болған қанша осындар десеңіз, қуып отқан адам ғой ол. Тұрады да, мен деген осыдан Тоқаевтың ішінде болған жым, мысалы қуып кетуі мүмкін. Мысалы маған келген, бұл кісі не үшін айттым? Назарбаев практикада сондай дауыс шығарып, жалпы күшке ие болған тура осы оқиға бар, өте көп болады олар. Бірақ бір сеанстан өшіріп тастаймын мен оларды. Сразу айтамын, екінші жолы ол уже істемейді оны. Өйткені миына контроль ұстап тұрады. Мысалы бір кісі келді. Тоқаев президент болған кезде бұл кісі депрессияға кіріп кеткен ғой. Не болады енді, біздің ел не болады? Вообще не в тему. Астананың ана Қоянды деген жеріне отырған бір кісі ғой. Депрессияға кіреді, 2-3 күн ұйықтамайды, 2-3 күннен кейін тұрады да бітеді ғой, в общем. Ұйықтамаған, өзіңіз ойлаңыз, бұл қуат. Отключкаға кіріп кетті, бітеді әйеліне. Маған қазір ғана дауысын өзгертеді, кәдімгідей видеоларында көрдім. Тоқаев пен Назарбаев звондады. Дастархан жай дейді ғой. Әйелі қуат десе, жындысың ба дейді. Тұрады да әйелін ұрып тастайды ғой.
сосын бұл әйелдің туған туысқаны намазхан жігіттер келеді, бұны Түркістанға апарады, ана жеті молда деген жетеуі бар, в общем, жеті отморозок отырады. Аралатқан жақсы көреміз ғой сені. Мен айтам да, жаңа өзіңіз айтпақшы, дамыған заман ғой қазір. Неге үшін сразу невропатологқа апарған жоқсың ананы? Система салбақ есін жидіртіп алса болады, негізі бір-ақ күн ғой, бір 2-3 сағат қана. Ұйықтатсаң болды, тамақ ұйқы берсең, витамин салсаң болды, есін жияды негізі. Жоқ, бұлар аппаратты Түркістанға апарады, 7 күн, жетеуі ұйықтатпай оқиды. Ойлаңыз, мына жақта өзі 3 күн ұйықтаған жоқ. Ана жақта тоқтамай 1 сағат сайын оқиды да 7 күн ұйықтатпайды. Еще үстіне мінеді, қамшымен ұрады, болған ифрит жіңгіріп кеткен байқұсты еще хуж жынды қылады. Мен сол кезде айтқам, сендер ана сотқа берсеңдер болады деп, потому что оларда жоқ ешқандай емдеуге деген құқығы жоқ оның. Емші деген понятие жоқ бізде негізі. Яғни оның құқығы жоқ ешқандай. Сендер спокойно сотқа берсеңдер, өйткені денесіне көп зақым келген, ұрған, текпелеген, тағы басқа әйтеуір сау болып қалған. Түбі бұл кісі келеді, алып келеді, әйтеуір маған Алматыға алып келеді. Ол кезде мен Дамирдің жақта қабылдағам. Иә, жындыны еще хуж жынды алып келеді ғой. Сол кезде бұл да сөйлеп отырады ғой, менен шығарамайсың сен, өзіңді мықты деп ойлама, ау деп қуып отыр. Мен күлем. Просто ол байқұсты ана емшіге апарды, ол өзінің идеологиясын тығып жіберіп болған, манаған апарды, мына өзінің идеологиясын тығып жіберді, анаған апарды. В общем, әрқайсының идеологиясын сіміріп алған губка ұқсап келіп отыр ғой маған ше. И менің алдыма келіп құсады бұл. Сосын мен айтам, бір рет дем салып берем, перезагрузкасын істеп берем, мойнынан қысуды. Кстати, осы мойнынан қысуды көбісі ойлайды жын шығару деп. Бұл әшейін перезагрузка. Бағанағы орталық жүйке дұрыс істемей тұрған кезде, мына перезагрузканы істейтін болса, тура мынау ғой. Гүліштетіп қатып қалса өшіріп қоссаңыз жақсы істеп кетеді ғой. Дәл сол система. Мен өшіріп қосам мынаны, яғни оны дұрыс істеу білу керек. Өшіріп қосқаннан кейін сразу миға кислород барады да, и адам кәдімгідей мынау зрачоктардың бәрі есін жияды. Адам резко есін жияды. Мен не болып кетті, мен қайдамын дейді міне. 15-20 секунд есін жиып тұрады ол. Күшті әңгіме айтады да, и 20 секундтан кейін қайтадан қан қоюланады да, қайтадан кислород жетпейді да, қайтадан бітеді. Мен там 80-дегі жынмын деп қайтадан қуа бастайды. Неге бәрі ойлайды бұған анау шығып кетті, яғни қайтып кіріп алды деп. Жоқ, адам просто қайтып айлы қуып жатыр. Сол үшін мен айтамын, міне көрдіңдер ме, негізі есін жиып тұр. Просто апарыңдар, невропатологқа барыңдар, ол сендерге осындай системаның аттарын жазып береді, өйткені менің құқығым жоқ жазып беруге. Жазып береді, алла куә 2-3 күннен келіп тұрады, сап-сау анау. Сап-сау, идеально бәрі. Сосын өзім мойындайды, мә, братан, ұят болды дейді. Әйелімнен кешірім. Еще мен Астанаға барған кезде ол кісі қонақ қылып шақырды үйіне. Мен өйстіп қудым дейді мысалы. Кешірім сұрайын бәрінен, мен просто қуып кеттім. Тура сол сияқты Мароккомен ойнады ғой футбол. Сол кезде де бірнеше жігіттер келді. Машина сат жер тығып жіберген Марокко ұтады деп. Жеңіліп қалады. Тағы да 4-5 күн ұйықтамайды, бұлар депрессияға кіріп кетеді. То есть бәрі 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні из-за стресса басталады. Жаңағындай хәл ол ешқандай бір ішіне кіріп алып, біреу күш беріп жатқан деген сөз емес ол. Ол аффект состояниесіне кіреді, ал аффект состояние сол сондай күй адамның миында преграда болмайды. Істей алмаймын деген. Сол үшін ол 10 адам қопарып тастауы мүмкін. КамАЗ тұрма, тағы танк тұрма, барып орнынан жылжытуы мүмкін. Өйткені ол істей алмаймын деген санамен жұмыс істемейді. Керісінше маған бәрібір деген идеологиямен тұрады. Сол себепті ол мұздың үстінде 10 сағат тұруы мүмкін, отқа барып жанып жатса да тұра беруі мүмкін, былқ етпей тұруы мүмкін. Өйткені мынау сана істемей тұр. Істемей тұр не үшін? Изначально жіберген қателіктен. И дәл осыған қатысты Аллах тағала не деп айтады Құранда? Бастарыңа түскен, жаңағында аффект состояниесін айтып отыр. Мысалы, любой істі айтайықшы. Бастарыңа түскен кез келген іс өздерінің басынан жіберген қателіктерінің кесірінен дейді. Яғни ошибка түбі кімде? Адамның өзіне. Сол үшін әр адам өзімен жұмыс жасап, өзінің ішкі жан дүниесін дұрыстауға тырысатын болса, әгугі, мәгугі, өп-сөп дейтін сүпілдеушілерге бармай, өзімен жұмыс жасап, Алламен, яғни Раббысымен, жаратушысымен өзінің мәмілесін, отношениясын дұрыстайтын болса, жаңағындай емшілердің бәрі банкрот болады біріншіден, а мыналардың сауаты ашылады. Қазір 21 ғасыр, сен бір нәрсе ашшыш лучше. Неше түрлі өп-сөп дегендері барға бергенше біліміңді арттырмайсың ба? Тек қана дінмен шектеліп қалып, радикальный дін ұстанушы болмай, басқа нәрселерді де зертте, басқаны да оқы. Жет. Алла бәрін беріп қойды ғой, жету сенің қолыңда. Сен главное сенсең болды. А олар көрдіңіз бе? Сенеді, бірақ бүйтік басашы, сиқыр істелген ғой, жын бар ғой деп сенеді да. Сол үшін өміріне өңшең былапыт неше түрлі иллюзияны кіргізіп алады. Әбеке, мына қарапайым халықта мынандай ой бар ғой. Бұрын өзімізде де болды. Бір адам намаз оқып, дінге келіп, ораза ұстай бастаса, оны әулие деңгейіне шығарып, ол не айтса соны істеп, сондай сый құрмет болған. Қазіргі күнде ол уже ол ойдан, идеологиядан арылып, қазір сауатты түрде келіп жатқандар бар ғой. Бұл да сол секілді қазір осы жын шығарушылардың бір пик уақытында тұрмыз. Олар не істесе де болды, олар әулие, олар керемет, олар супер деген мағынаға келіп тұрмыз ғой. Одан кейін енді бұдан бөлек тағы адамнан бөлек мына қоғамда сенің өзіңде емес, сен үйіңе дуаланған
үйің немесе көлігіңді аланған, сен үйіңді сат, немесе көлігіңді сат, немесе басқа дүниеге қатысты айтылатын да осындай дүниелер бар. Осыған не дейсіз? Ол қаншалықты рас немесе дұрыс емес? Бұл да бағанағындай нәрсе ғой. Мысалы, айтып отырмын ғой, бұрмаланып келген депші. Допустим, мысалы, сіз дейікші, мысалы, екеуміз бір-бірімізге бір қарсы объект ретінде қабылдайық. Сіз естіп аласыз, бір инеге мысық пен иттің аш күйіндегі бір-біріне ырылдап қарап тұрған күйіндегі жүнін жұлып алып, инеге сабақтап, Абдулланың 570-тен немесе там Азаматтың 470-не апарып тығып кетсем, машинасы бұзылады оның. Плюс жаңағындай жол жүрмей қалады деп сіз сенесіз солай. Дәл солай сіз істейсіз сол нәрсені. Кеп мен машинама қойып кетесіз. И рас мен бір-екі дүние болып қалады өмірімде, мысалы там чек жанып қалуы мүмкін, тағы да бір нәрсе. И рас ине тауып алсам, мен ана инені тұрамын да, мен де сіз сияқты сенетін адам сол нәрсеге тұрамын да, мені сиқырлапты ғой деймін да. Мен бітті воображениеға кірем. Сіз итак кіріп тұрсыз, істесең әсер етеді деп. Мен воображениеға кірем, якобы мынау иненің кесірінен менің өмірімде бүкіл былапыт болып жатыр деп. Екеуміз де сіз қуанасыз, якобы маған сиқыр әсер етеді деп, а мен опық жеймін, якобы иненнен бәленің бәрі болып жатыр деп. Бірақ изначально мен бұған сенбесем, өзім машинамды дұрыстап жүре беретін болсам, мысалы қазір мен машинама қарайтын болса ше, 20 ине табылады менің машинамнан. Ол ине менің әйелдерімнің инесі. Хиджаб кигеннен кейін тастап кетеді, тағы да басқа. Үйге барсаңыз сіз явно тауып аласыз. Бір жерден құлып тауып аласыз, немесе бір жерден ине тауып аласыз. Шашын тауып аласыз. Шашын тауып аласыз. Или жаңа бір кісілердің айтып жүрген әңгімесі, таза кеңкелестердің әңгімесі ғой негізі. Іш киіміңнен дейді, сен шаш тауып алсаң дейді, значит саған ғашық жын бар дейді мысалы. Таза не былапыт әңгіме. Сол сияқты аферист емшілер бар. Мысалы сіз шақыртасыз үйіңізге ше. Бағана түсіндірдім ғой, негізі ол әшейін иллюзия, сиқырлау деген. Мысалы бүйтеді, сіздің үйіңізге келеді да, сіз айтасыз там, допустим, жасыңыз қазір 50-де делік, бала шағаңыз ұрысып жатыр үйде, береке жоқ, тыныштық жоқ. Береке, тыныштық жоғы неден? Әрқайсысы өзінің орнын жоғалтып алғаннан, әрқайсысы дұрыс сеніммен, дұрыс наныммен өмір сүрмей жатқанынан. Яғни ешқайсысының шекарасы жоқ, тағы да басқа. Негізі берекені қашу сол, ол сырттан келген бір күшті нәрсе жоқ. Күшті нәрсе тек Аллада ғана болды. Сол себепті ал анау келіп біреу оқып кетті, бүйтіп кетті деп, ол адамдардың бұрмалаған әңгімесі. Сөйтіп сіз мысалы мен шақыртасыз, мен якобы келем, бір дерзкий емші сияқты келемін да, ойбай, ереке үйлеріңізге страшно сиқыр істелген екен деймін. Іздеу керек енді деймін бұны. Мысалы ауылда талай кісілер болған. Үйге келеді да, бүгін ертең мен келем дейді, мен табам ертең дейді. Бүгін кешке келеді да, сол үйіңіздің төңірегіне немесе үйдің төбесіне 5-6 құлпын лақтырып кетеді өздері ше, білдіртпей. Немесе даже бағана аузына тығып жигидан сүйегін алған кісі сияқты, өзі қолмен салады, оның бәрі тоже бір не ғой, фокус қой бәрі. Сол сияқты құлпы таққан сияқты көз алдыңызда көріп, міне мен таптым дейді. Енді мана басында ағы жоқ қап-қара бір нені қойды алып келсеңдер, мен өзім сиқырлаңды аударып жіберемін, бот сөйтіп қойға сиқырды өткізіп жіберемін де, үйге барады да, қойды асып спокойно етін жеп отыра береді болды. Бұның бәрі таза сказка негізі ше. Оны астарлай беретін болса шыға береді ол. Үй дуалау, анау мына үйдің берекесі қашты, ол дуадан емес ол. Берекесі қашты сенен, немесе кім берекені қашырып жүр. Әрқайсысы отырып алып өзімен жұмыс істейтін болса, әрқайсысы өзін бағана айтқанымыздай адамзаттың асыл тәжі патолог, кемелдікке жетелейтін кісінің жолымен жүретін болса, берекенің қашу болмайды. Ол кісіге жетелеу жаңағындай еліктеу үшін біз сол кісінің жолымен жүру керекпіз. Жалпы сол ғой жаңағындай сіз сияқты біреу істеуі мүмкін оны. Оны мен сияқты сенетін адам болса, өзінің тарапынан қабылдап алуы мүмкін. Әбеке, рахмет, өте орында, өте әдемі жауап болды. Мына сіздің сөздеріңізден мен балам Алдаркөсе көреді ютубта. Сол жерде Алдаркөсенің бір осы жындарға қатысты бір оқиғасы бар. Бір байдың үйіне келеді, сараң байдың үйіне. Сөйтіп үйіне кіргізбейді, тамағын ішкізбейді. Содан қалай өлші алсам деп Алдаркөсе ойланады ғой. Сөйтіп түн жарым болады, жатқан кезде ол кезде қазақ үй ғой, қазақ үйдің үсті ашық болады, ана жұлдыздар, аспан әдемі көрініп тұрады, соған бір нәрсені лақтырады. Су құяды, үстіне шығып су құяды. Сонда ана бай мен бәйбішесі оянып, ойбай, не болды бұл, сен осындай жасқа келгенде бұл не істегенің деп күледі. Сөйтіп жаңа сейсепті простыняны шығарып далаға іліп қояды. Сол простыняны Алдаркөсе жамылып алады да ішке кіреді. Мен осындаймын, сендердің іштеріңе кіруге келдім дейді. Сол кезде ана бәйбішесі айтады байға, сен сыртта бізде бір қонақ бар, соған барып кір, ол бір бейшара бізге тиіспе деп. Сөйтіп анау Алдаркөсе ғой на самом деле кіріп алған. Сыртқа шығады да өтіріктен деп қылғындырған сияқты болып кіріп, қайтадан байға кіріп, сендер мені неғып мазақтап отырсыңдар деп тура сол әңгімеге келіп тұр да. Шынымен де қоғамда бұл қарап тұрсаң, біздің бабаларымыз ол мультфильмді де шығаруда астарында бекер емес те, яғни ойлану жатыр. Шынымен де бізді бір ақпарат алуға, білім ізденуге
ана бай да соған сенді да, сөйтіп соңында үйін тастап бәйбішесі екеуі қашып кетеді. Тура солар көп қой қазір. Күндіз болған кезде алдар көсе хат жазып кетеді, ол ешқандай жын емес. Мен сендердің үйлеріңде жақсы емін еркін осы шаңырақта жатып қонып шығып кеттім, қарын тойдырып қайттым дейді. Хат жазып кетеді. Сол секілді бізде де сондай қазір бай мен бәйбішенің жағдайын кешіп жүрміз ғой. Қорқып өзіміздің иллюзия жасап алып, содан шыға алмай, содан қорқып жүрген ғана жағдайымыз бар. Шынымен де қарап тұрсаң, сіздің сөздеріңізден көп шынымен сауатсыздығымызды, білімсіздігімізді байқауға болады. Енді Әбеке, рахмет көп-көп. Қарап отырсам, міне 1,5 сағатта өте шығыпты. Енді сізге қояр соңғы сауалым. Енді осы жаңағы мамандықтарыңызды айттыңыз, кәсібіңізді айттыңыз, істеп жатқан тірліктеріңіздің барлығын айттыңыз ғой. Осылардың бәрін қорытып келе, қандай түйін сөз айтасыз, яғни біздің қазіргі қоғамға, ерлерге болсын, әйелдерге болсын, жастарға болсын, қазір бұл тақырып бәріне қатысты ғой. Жын дейсің ба, жаңағы отбасылық ажырасу болсын, тіпті хижама жасаудың өзінде де, ол хижаманың өзін тағы бір тақырып қырып бөлек түсіруге болады негізі. Уақытта жетпей қалды негізі ол сұрақтарға. Осының бәрін енді қорытып келген кезде қандай түйін сөз айтар едіңіз? Не керек? Енді біздің подкастымыздың аты көру керек қой. Яғни адам өмірде нені көру керек, нені дұрыс көру керек. Біздің подкасттың бағыты көру керек болғанмен, біздің мақсатымыз халыққа дұрыс нәрсені көрсету, айтып жеткізу. Сондықтан осы қорытындып айтатын бір кеңесіңіз болса. Ал енді қорыта айтатын болсақ, әрдайым мен оны Инстаграмда да айтып жүремін, ТикТокта да айтып жүремін. Осы біздің подкастымыздың қорытынды үлгі аларлық ғибратты түйіні болсын. Жалпы ең басты адамның бұл дүниедегі білу керек, жүру керек дүниесі ол өзіне сұрақ қою. Мен кіммін, мен не істеп жүрмін? Шәкәрім бабамыздың керемет осы сұраққа қатысты әдемі айтқаны бол, келдім қайдам, нетсем пайдам, өлген соң не болам деп. Әдемі. Сол сұрақтарға егер ол жауап таба алатын болса, онда оның өмірлік мақсаты орындалады. Яғни мақсат қоя бастайды адам. Армандадың, мақсат қойдың, соған жетуге амал жасайтын болсаң, нәтижесін көресің. Бірақ қазіргі таңда өкінішке орай бұл сұрақтың жауабын екінің бірі таба алмайды. Бұған да қазір жалқаулық танытамыз ғой, бізге мотивация керек ол үшін. Сол ғой. Сол себепті ең бірінші бірақ сол мәселелердің бәріне жауабын табу үшін ол адам, менің ойымша, жеке пікірім, өзінің жаратушысын тану керек деп ойлаймын. Жаратушыны дұрыс жолмен таныған, ол мейлі даже атеист болсын, басқа діндегілер болсын, өзінің жаратқан создателін, әдейі тәңіршілді араб құл деп жүрмесін, әдейі айтып отырмыз, создатель, яғни жаратушы. Сол жаратушыны біз танитын болсақ, оның бізге берген сыйын білетін болсақ, жаңағы таңдау еркіндігімен сенім жүйесі. Осы екі мәселені кім түсінеді, ол адамның өмірде бір нәрсеге жетуіне өте үлкен септік болады. Мысал ретінде, сен ол таңдау еркіндігін түсініп, және де сенім деген жүйені түсінуің үшін сенің дінің немесе сенің бір мекенің маңызды емес. Ол үшін христиан болу, яхуди болу, атеист болу да маңызды емес. Сенім деген жүйені қолданып жатқан қаншама триллионерлар бар, миллиардерлар бар, мысалы. Стив Джобс, Билл Гейтс, мысалы, Майвезер деген сияқты боксер алатын болсақ. Майвезердің әдемі сөзі бар, бүйтеді. Мен рингқа шығатын кезде дейді, мен ешқашан қорықпаймын дейді. Өйткені қорқыныш деген нәрсені, мысалы, как раз бізге әдемі түйін болады. Біз өзіміз санамызды құрастырып аламыз дейді. Сол қорқыныштың астарында неше түрлі иллюзияны құрастырамыз да, содан шыға алмай жүреміз сол пространствоның ішінен дейді. Ал негізі бізде бірақ қорқыныш болу керек дейді. Ол создательдан деген қорқыныш дейді. Яғни завтра как я отвечу перед ним деген сияқты. Сол себепті менің өмірлік миссиям не істеу дейді, жаңағындай кез келген кемел адамның идеологиясы ешкімнің ақысына кірмеу, адал өмір сүру, ешкімнің көз жасына қамау және әділетті болу бүкіл мәселене. Яғни осыны мен ұсынар едім адамдарға осы аспектпен жүруге. Және де нәтижеге жету үшін, бай болу үшін обязательно исламмен ғана жүру керек дейтін болсақ, намаз оқу керек дейтін болсақ, онда біз қателесеміз. Яғни өйткені әлемде қаншама адамдар бар, бай адамдар бар. Қаншама атеисттер бар, мысалы, жетістікке жетіп алған. Не үшін? Олар жаңағы Алланың жаратып берген сенім деген жүйесін қолданып жатыр. Яғни армандайды, мақсат қояды, сенеді жететініне. Сендің ба, бітсен жетесің. Мына өмірде кім, қай дінде болсын ол, дінсіз болсын, мейлі. Ол мысал ретінде даже мынаны біреу пұт ретінде қабылдасын стаканды. Сөйтіп келеді де бетеді. Мынаған сыйынады. Пұтөке, мен осы егін егейін деп жатыр, маған көмектесші, мен егін егем, четкий прибыль берші дейді. И барады да егін егеді да, сенеді. Егіні реально келесі жылы егін береді оған. Ол мынаған сенген үшін егіні күшті болып отыр ма? Жоқ.
Ол сенімді Аллах тағаланың жаратып қойған жүйесі ол. Оны қай адам қолданса да, Алланың мейірімі сол жаңағы жүйемен, сенім жүйесімен кім қолданса да нәтижеге в любом случае жетеді. Сол сияқты мысалы Қаскелеңде бұрын бір кісі шыққан болатын. Қойдың құмалағымен қанына жуындырып адамды кім жуынса ол бала көтереді дейді. Қаншама адамдар болған шынымен барып қойдың құмалағымен қанына жуынып бала көтерген. Енді бұл жерде не үшін бала көтерді олар? Ана қойдың құмалағымен қаны шипалы болған үшін ма? Жоқ. Сенген үшін. Яғни Аллах тағала жаратып берді. Сенсең бәрі сенікі. Енді сол сенім деген жүйені Раббысына бағыттайтын болса, онда қиямет күнінде ол ұтады екен. Яғни қиямет күні Аллах тағалада оның статусы уже үлкенірек болады. Өйткені ол сол бағытты, сенім деген жүйені Аллаға бағыттады. Пұтқа емес, Кришнаға емес, Буддаға емес. Санасында сол сенім деген жаңағы сенсең болып жетесің деген программаны жаратып берді ғой. Кім? Создатель. Сол создательді жалығы және де ол ақиқат, ол еш нәрсеге мұқтаж емес деп қабылдайтын болса, онда ол адам ана өмірде де ұтады. А мына өмірде ол қай дінді қалай жолды ұстанса да ұта береді. Ұта беруі мүмкін егер мына сенім деген жүйені қолданатын болса. Сол себепті бәрі осыған келіп тіреледі. Жаңағындай жын мәселесі, ойбай менің ішінде анау бар, мынау бар деп сенетін болса, солай болады. Неше түрлі ішінен образдағы 20 түрлі, 40 түрлі дауыстар шығуы мүмкін. Сол сияқты маған сиқыр істеді, мен сол үшін жолым жүрмей жүр деп өзін өзі ақтайтын болса, өзіне сондай бір иллюзия құрастыратын болса, дәл солай болады. Ал керісінше армандап, мен осындай үй аламын осы жылы, осындай көлік аламын, және де мен оған жету үшін мынанша мақсаттарым қойып күнде жазады. Адам не нәрсеге фокустайтын болса, мына ми, мысалы мен істей аламын дейтін болса, соған фокустайтын болсақ, онда менің миым неше түрлі соны істей алатынымдай 1000 себепті маған туғызып береді. А мен бүйтіп қалсашы, ойбай мен істей алмаймын, ой қаяқта бізге жету, ойбай мен сиқырлап тастаған деймін ба? Менің миым 1000 себеп тауып береді. Сол нәрсеге мен жете алмайтыныма, және де істей алмайтыныма. Сол себепті бәрі менің қалай сенем, сол сенімме байланысты болады. Осы жүйені адам дұрыс танып алса, онда ол дұрыс нәтижеге жетеді. Түбі оны Раббысына бағыттайтын болса, онда қиямет күні де Раббысымен қауышқан кезде оның беделі өте жоғары болады. Сол себепті менің адамдарға айтар кеңесім, және де біз терапияда өткен кезде всегда адамдармен осы сенім жүйесін бірінші, бұл өте ұзақ әңгіме негізі. Сенім жүйесін түсіндіретін болса, анау Алламен байланысты орнатып жіберіп адам үшін түбі реальный мышлениесі өзгере бастайды ғой. Осыны түсінбаған адам, ол толық Аллах оған ерік беріп қойды. Сенім, мысалы формула, ұшақ формула ғой. Сен сендің, сеніп отырып дұғаң жасадың, екінші сен амалың жасайсың, үшінші нәтижені жасайсың. Нәтижесінде сен Аллахқа тапсырасың болды. Кірме нәтижеге. Нәтижеге ол сенің зонаң емес уже, ол Алланыкі. Аллах тағала айтады ғой, мен саған бүгінгі құлшылығыңның нәтижесін сұрамағаным сияқты, сен де менен ертеңгі күн нәтижесін сұрамасаңшы дейді. Яғни бұл жерде Алланың айтқысы келіп тұрған нәрсе не? Жеткізіп жатқан бізге кез келген адам, дана адам мына нәрсені түсіну керек. Аллах тағала бізге мына нәрсені айтып жатыр. Сен бүгін отырсың, не істеймін, ойбай, анау, дым істеп жатқан жоқсың дейді. Еще хочешь, чтобы ертең мен саған 100 миллион теңге беремін. Қалай беремін мен саған? Не үшін беремін? Сен амал жасаған жоқсың ғой. Сен бүгін істе дейді, чтобы завтра ты кайфовал. Яғни сен бүгін істеу керексің бәрін, ертең нәтижесін көру үшін. Сол себепті сендің, дұғаңды қылдың, амал жасадың, нәтижесі Раббыңдікі. Тәуекел етесің болды. Тәуекел түбі желі қайық, көтерісіне кетесің демекші. Нәтижесі өте оңды болады. Осыны айтар едік. Аллах тағала ол кісілердің бәріне, тыңдаушылардың бәріне береке берсін, ғибрат алсын. Әр сәтіне Аллах тағала қуаныш пен мейірімге толы қылсын. Амин. Рахмет әбеке. Енді 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні бана бір оқиға есіме түсіп тұр. Атеистің бір айтатын сөзі бар екен ғой. Мен Құдайды көрмесем сенбеймін деп. Құдай айтады екен, сен сенбесең көрмейсің деген секілді. Барлық нәрсе сенімді дұрыс реттеуден шынымен қарап тұрсаң, енді исламда ақида деп аталады. Ақидаң дұрыс болмаса, құлшылығынан пайда жоқ секілді. Шынымен де қазір біздің миымыздағы ақпараттарды дұрыстай алмасақ, әрекетіміз дұрыс болмайтын болып тұр ғой. Толықтай жаңағы түйіні. Енді құрметті көрермен, міне бүгін біздің подкастымыз өз соңына жетті. Құрметті көрермендер, сіздерден өтінеріміз, осы подкасты көріңіз, пікір білдіріңіз, астына пікір жазыңыз. Біздің келесі қонағымыз кім болуын қаласаңыз, оны да жаза кетіңіз. Яғни біздің мақсатымыз халыққа пайдалы нәрсені көрсету, айту, жеткізу, сіздерден тек қана қолдау. Баршаңызға рахмет, әбеке сізге де үлкен рахмет. Аман, сау болайық ағайын. Жақсы.